Европада негізі ритейл маман саласында, именно осы супермаркет саласы 80% рынка занимает. Бізде Қазақстанда 30, максимум 35. Скотчтың доходын айтып беріңізші маған. Расходы ежемесячно 45 миллионға дейін ауысты. Себестоимость и розничная цена, сататын клиенттерге сататын соңғы цена бар. Соның разницасын есептейді, сол мен пайдам деп ойлайды. Иә, мысалы 200 теңгеге сатсам, 100 теңгесі расход, 100 теңгесі пайдам деп ойлайды ғой. Әр сезонға бізде заранее дайындалады. Сентябрьде біз білеміз, что бізде спад кетеді. Ол кезде уже адамдар мектепке дайындалып бастайды. Даже тамақтың саудасы түсіп кетеді сентябрьде. Адамдар соны ойлаймыз, анда сентябрьде тамақ жемейме екен. Қандай услугаларыңыз ұсынып жатсыз жалпы негіз қазір? Потому что мен сіздің услугаңыз үшін ақшамды аямайтын едім. Көбіне больдары, это кассада ұрлық. Жаңағында айтқандай әркімді Каспи Голдына жібереді. Сол үшін біздер Каспи QR қойдық. Каспи QR-ға лучше біз процент төлейік, чем біреуге жерленгенше. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, біздің YouTube каналымызға қош келдіңіз. Және бүгінгі кезекті мендегі подкастта қонақта өте керемет қонақ. Әр кәсіпкермін деп жүрген адамға пайдалы. Кімнің кәсібі минусқа кетіп жатыр, кімнің кәсібі доходқа келмей жатыр, кімнің кәсібі қаншама әрекет жасаса да бір доход әкелмей жатқан адамдар осы подкастты соңына дейін көруге совет беремін. Себебі сіздерге өте керемет адамды алып келіп отырмын. Себебі сен өзіңді кәсіпкермін деп жүрген адам болсаң, осы подкастты соңына дейін көр. Бүгін менде қонақта сонау Ақтауда қаншама супермаркеттер желісін басқарып, 580 адамды басқарып келіп отырған Айман Әуезова деген ханым. Бұл кісі өте бизнесті толықтай жүйелеп, по точкам қойып, қай затын қай жерде тұрады, неге сен минусқа кетіп бара жатсың, неге сен доходқа шықпай жатсың, қай жерде сен қате жұмыс жасап жатсың, соның барын толықтай жүйелеп беретін, яғни самый саған керек адам. Себебі сенде кәсіп болса, или болмаса сен бірдеңе ашайын деп жүрсің, оборотқа ақшаң болса, с нуля қойып беретін сондай бір керемет адамды шақырып отырмын. Айман ханым қазір бізде сонау Ақтаудағы жұмысынан шығып, Алматыға жаңадан көшіп келіп отырған адам. Басы енді бомба, потому что менің өзімнің басым жарылды бұл кісіні көрген кезде. Сразу мен услугасын алуға жабыстым. Сондықтан Айман ханым, бізге қош келдіңіз. Қош көрдік. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Менің есімім Айман. Жасым 32-де Ақтау қаласында бір ай бұрын Алматыға көшіп келдім. Найымнан кетіп, өзімнің консалтинг компания ашу мақсатымен келдім. Барша бизнесмендерге көмектесейін деп, біліммен бөлісейін деп келген болатынмын. Жалпы қазір менің оқырмандарым білмейтін шығар, консалтинговый компания, жалпы операционный директор деген. Мен мысалы өзім тіпті бизнесте жүрген адам болсам да, ондай жаңағыдай не дейді, ғылыми сөздер ғой енді, бірақ бизнестегі жүрген адамдар түсінуі мүмкін. Но бірақ менің аудиториям енді қарапайым адамдар, бизнеске былай білімсіз келген адамдар көп та. Менің өзім де сондай. Сондықтан біз бүгін ашық, қанық, мына бизнестің кез келген, хотя бы кішкентай болсын, продуктовый магазиннің болсын, кішкентай болсын, киім сататын дүкенің болсын, соны полностью жүйелеп беретін, оның минус плюстарын барлығын айтып беретін маман негізі. Айман өте керекті. Бұл қыздың басын мен бірінші естігенімде менің практикумыма келді, негізі менің курсыма келді. Сөйтіп Алматыға келіп кездескен кезімізде өзінің сөйлеу мәнері, жалпы бизнестегі нюанстар, қандай жаңағы санау дегенді біз білмейміз ғой негізі. Сондай жақтарын полностью маған ашып айтқан кезде менің миым мысалы жарылып кете жаздады. Бізде үлкен складтар бар, білесіздер, Эльмира Сауда деген. Вот сол кезде мен Айманға айттым, Айман, маған көмегің керек дедім. Себебі бізде қаншама миллиондаған товар оборот бар, бірақ оның қаншама доходы бар, қаншама расход бар, біз мүлдем білмейміз. Сондықтан өтініш жұмысыңыз тастаңыз, мынандай баспен сіз Найымда жүруге не имеете права деп айтқан болатын. Келіңіз, Алматыға көшіп келіңіз, сөйтіп мынандай баспен сіз қаншама кәсіпкерге көмектесесіз деген болатын. Сол сияқты осы бір ай бұрын соншама қанша жылдық тарихы бар, қанша жыл жасадыңыз жаңа Алтын Фудта? Соңғы жұмыс орнында 8 жыл жасадым. 8 жылдық жұмысын тастап Айман ханым келіп отыр. Енді соны полностью біз қазір сұрайтын боламыз. Жалпы негізі бұндай мамандықты оқыдыңыз ба, өзіңіз мамандығыңыз ба? Бұндай мамандық оқыған жоқпын, именно универ, колледж деген сияқты. Былай бізде негізі 8 жыл бұрын бұл компания ашылған кезде бізге консалтинговый компания келген болатын Украинадан. Европейский, именно Европадағы бар стандарт бойынша Европада бизнесті операционкасы мүлдем басқаша екен. Сол кезде сол консалтинговый компаниямен 1 жыл жұмыс жасадық.
сол жерде мен өте үлкен колоссальный опыт алдым десем болады. Көптеген инструменттер именно Европада негізі ритейл саласында, именно осы супермаркет саласы 80% рынка занимает. Бізде Қазақстанда 30, максимум 35. Соған біз ойладық та, что болашақта біздің Қазақстанда соған келе жатыр. Кішкентай магазиндер жабылып, үлкен форматқа ашылу, барлық магазин өзінің бизнесін оцифровка жасау, барлық инструменттерді қолданады. Ол болашақ енді келе жатыр енді. Сол кезде сол Украинадан берген инструменттерді біздің Қазақстан менталитетіне біздер кіргіздік. Өте қиын болды. Олар берген инструмент бізде жұмыс жасаған жоқ. Біз сол инструменттерді прям біздің областьке внедрять еткеніміз кішкене қиындау болды, но это был очень большой, колоссальный опыт. Содан басталды. Жалпы өзім айта кетсем, кішкентай кезімнен саудаға қатты икемім болды. Кішкентай бірінші класстан жұмыс жасаған болатын, мектептің алдында пирожки сатып солай. Сосын 14 жасымда продуктовый магазинге жұмысқа кірген кезде полный магазиннің системасын түсініп бастадым. Сатуын, заявкасын, товар қою барлығын. Сол кезде түсіндім, что сан керек екен. Без цифр. Кто владеет цифрами, владеет миром дейді ғой. Сол сияқты. Ол кезде мен миымда ойладым, ревизия жасасам, дәптерге жазсам, менде сол сан болады ғой деп. Бірақ ревизия жасағанмен ол тек қана маған менде неше мың теңгеге товар остаток бар екенін береді болды. Басқа ешқандай сан жоқ. Воровствоны онымен стай алмайсың, анализ жасай алмайсың. Сол кезде мен шешім қабылдадым. 16 жасымда ақша жинап, Алматы қаласына полный компьютерный курс оқып алдым, 1С программамен. Барлық система, бухгалтерия, именно бухгалтерия сол жағынан. Сөйтіп Ақтау қаласына бардым. Ол кезде бізде ондай курстар болған жоқ. Ақтауда мен таба алмадым. Алматыда оқып, орыс үлкен әйелден оқыдым. Полный оқып, сол кезде Ақтауға бара салысымен миымда алған знаниямды практикаға қолдану керек болды. Сол үшін сразу Ақтауға келіп, ол кезде факс қой, факспен резюме жібердім. Бір үлкен дистрибьюторский компания болды. Маңғыстау облысын тамақпен снабжать етіп отырған. Ол жерде крупный пакеттер болды. Темекі білесіз ғой, енді қазір саудада барлық ақша темекіде, арақта. Сол именно темек сататын, Марс деген сникер сататын, одан да басқа көптеген крупный пакеті бар компанияға кірдім. Ең бірінші мені оператор по СНА деп алды. СНА деген ол барлық алкоголь продукцияға сопроводительный накладной шығарылады. Налоговыймен это обязательно. Магазин лицензиясы болу керек. Лицензиясы жоқ магазин арақты ала алмайды, не сата алмайды. Сол үшін мен сонымен айналыстым, чисто налоговыймен. Ол кезде еще өзім политехтен колледжде оқимын. Мамандығы мұнай газ, бірақ все равно мені саудаға и операционкаға тянулы. Жасыңыз нешеде? Ол кезде мен 17-демін. 17 жаста сондай компанияда жүрсің? 17 жасымда кіріп 4-5 ай жасап, полный ол жерде тек қана оператор сынан жұмысын жасамай, любопытство бар ғой, барлық іште жұмыс жасайтын компьютердің жұмысын бәрін үйреніп алдым. Каждый неге оператор, бухгалтер, кімге көмек керек кіріп кете берем, күн-түн жұмыста жүре берем, мен беріліп кететін адаммын да сондай. Сөйтіп мені отдел кадрға өсірді. Потому что отдел кадр жұмыстан шығып атты. Ол жерде отдел кадр, ол стандартный отдел кадр емес. Қазір HR менеджер сияқты ол компанияға жұмысқа кіру үшін кем дегенде 2 гарант керек болды. Себебі үлкен ақшамен жұмыс жасайтын компания. Темекі это прямая доставка ғой, былай айтқанда, барып ақшаны сразу алады. Сол үшін сол кезде где-то 300 сотрудниктің полный документациясын, договорларын, материальный ответственность договор, табелін, зарплатасын қарайтын едім. Сол жерде жасап жүргенде көптеген опыт алдым. Вот именно компьютермен сол кезде түсіндім, что компьютермен именно осы сала болашақтың саласы екенін и өзіме ұнайтынын. Сол компанияда жұмыс жасап атып, можно сказать, стало скучно, өсетін жер жоқ. Решила попробовать себя в другой сфере. 18-ден астам жасымда банковский сфераға кіріп қарадым. Кіріп қарайын деп шештім. Ол кезде 3-ші курс оқимын колледжде. Сөйтіп Евразийский банкке кірем. Финансовый консультант болып. Ол жерде мен жақсы табыс таптым. Енді ол кезде 200-300 мыңдай ақша таптым. Ол кезде үлкен ақша болып саналды. Бізде енді нефтяной қала ғой, нефтяниктердің айлығын алып жүрдім десем болады. Потому что ол жерде процент болды.
Технодом, Сулпак деген магазиндерде отырамыз, келген клиенттерде кредит менен ал деп, Каспий банк, Хом кредит, Евразийский үш банк бір-бірімізбен конкурент. И сол кезде мен түсіндім, что главный мотиватор работать — это деньги, это проценты. И когда бізге клиент келген кезде, біз одан ақша көріп отырамыз ғой, бонус деп, да. И если біз оған процентпен сатсақ кредитті, ол значит бонус көбірек деген сияқты. Солай жұмыс жасап, сол кезде түсінік келді, что любой бизнесте мотиватор — это проценты, деньги. И содан кейін барлық жұмыс жасаған жерімде сотрудниктерге процент мотивационный система қойып бастадым. Одан бөлек HR менеджментте енді опыт бар ғой, содан договорлар обязательно, любой сотрудникпен, либо аутсорсинговый компания болсын, без договора жұмыс жасамау керек екен түсінік болды. Сондай опыттар болды. Негізі тыңдап отырған шығарсыздар, Айманның басы енді біздің простой басымыз негізі жете бермейді сіздің миыңызға. Жаңа даже сына деген не екенін де білмейміз ғой. Негізі жалпы үлкен магазиндерде өздерінің мамандары ғой, тек қана істейтін. Мысалы сіз, мен естідім өткенде, сіз мысалы келіп осы жақтан қаншама білім алып жүрсіз, именно жаңағы Жексен Васильевичтен алыпсыз. Ол кісілер енді толық осындай жүйелі бизнес, именно жаңағы офлайн бизнесті жүйелеуді ары қарай үйретеді, полностью. Сол кезде сіз маған есімде айтқаныңыз, Жексен Васильевичтің сабағына мен өзім бардым, но бірақ ол кезде маған өткен жоқ. Ол кісінің орыс тілді болды ма, әлде маған керек па осы білім деген сияқты болды. Но бірақ сіз айттыңыз, мен жыладым дедіңіз. Ол мен білмейтін дүнием көп екен деп. Сол кезде шок болып қалғанмын ғой. Мен не үшін жыладыңыз сол кезде? Ол кезде жылағаным, оның айтқан сөздерін бәрін білем, да? Білем, вроде знаю, но на практике не применяю. Ойлаймын, ой, оны кім жасайды, сотрудниктер жасау қиын ғой дегендей, да? И сол кезде ол мені ашып, прям миымды прям ұрып айтқан кезде, прям жеке ма прям? Жоқ, групповой занятие болды. Сол групповой занятиенің өзінде жарылып жатсыз ба? Иә, жарылып отырмын. Сол жерде түсіндім, что действительно мышлением нестандартный екенін. Ол да даже онда ойындар бар ғой, как он показывает, что у нас нестандартное мышление. Жалпы бизнесте нестандартное мышление болу керек. Это кризисный моменттерде, бір ситуацияларда шығарып білу, басқаша мышлениямен ойлау, стандарт бойынша емес, любой заңның, любой проблема лазейкілерін тауып шығып кету, любой қиын процесті жеңілдету деген. Сондай мышление сол курста келді. Содан кейін менде глобальный өзгеріс болды компанияда біздің. Сол жылы, именно сол 2022-де оқыған кезде бізде прирост болды. Сосын и расход азайды. Бізде фонд заработной платы от всего товарооборота где-то 5,5-6% болатын. Сол курстан кейін, как я внедрила эти инструменты, 4%-ке азайды товарообороттан. Суммарно это были очень большие деньги. Енді оборот почти 2 миллиард, миллиард 700, миллиард 500, ежемесячный оборот. Соның 5,5% зарплатаға это өте көп. Соны 4-ке азайттық, ежемесячно 4-тен асырмайтын қылып тастадық. Сол инструменттердің арқасы. Мен оқырмандарыма айтайыншы, мен негізі Айман до того көп біледі, оны біз жеткізе алмай отырмыз. Даже мен қазір осы жерде мен уайымдап отырмын да, Айманның жаңа білетін знаниясын каждый кәсіпкерге, любой бизнесі бар адамға керек адам екен. Мен даже мына жерде аша алмай қалам ба деп те уайымдап отырмын. Сондықтан басы бомба. Қалай мен помните, мен практикумға келдіңіз, сіз сол жерде офлайн не қылдық. Сол кезде мысалы маған бізде карго бар, білесіздер, оптом складтар бар. Бізде ешқандай оған мысалы кіріс шығысты білмейміз ғой, қандай расходымыз. Мысалы скотчпен элементарный скотчтың расходын айтқан кезде маған миыма келді ғой, бұл білімді адам деген осындай болады екен ғой бизнесте деп. Именно сол жерді айтып кетіңізші. Мысалы менің оқырмандарым, потому что мен ол кезде миым жарылды, именно скотчтың да расходын санай ма деген сияқты. Оны біз санамаймыз ғой. Соларды айтып беріңізші. Именно мысалы екінің бірі қазір карго ашқан, білем, ол мысалы ол жерде санақ болмағаннан кейін, қанша кіріс, қанша доход, қанша расход болмағанын білмегеннен кейін көп адам минусқа кетіп жатуы мүмкін да. Именно карго, складской система, жалпы именно бір кәсіппен айналысып жүрген адамдарға соны айтыңызшы, расход, доход туралы именно. Мысалы элементарный жаңағы скотчтың доходын айтып беріңізші маған сол кездегі. Жалпы магазинде, любой бизнесте расходный материал болады, расходный статьялар болады. Көп компанияда жоқ. Ол деген начинается зарплата, аренда, коммунальные услуги, такие мелкие расходы, мысалы даже пропуск кіріп шыққаны, жаңа складқа кіру үшін пропуск төлейді екен ежемесячно, оны расход ретінде есептемейді.
содан бөлек расходный материалы деп аталады. Ол деген жаңағы сіз айтқандай скотч, пакеты, пищевые пленки, мен сіз магазинде көрген расходтарым, соның бәрін полный статья расходов енгізіп, барлығын мен негізі байқағаным, көп жерде расходный материал әр жерде шашылып жатады. Ол сіздің магазинде көрген деп. Мен жүйелеп берді, полностью айта беріңіз менің минустарымды. Сол, когда біз магазинді полный қопарып жұмыс жасап жатқан кезде әр жерден скотч шығады, пакет шығады. Мен көрген сайын менің жүрегім, мен всегда бизнесменнің несіне орнына отырып аламын да жасап жатқан кезде, и жүрегім уже больше шығып бастайды да. Ол на самом деле көзге көрінбейтін шығын әр жерде жатыр. И когда мы собрали, получается, со всего магазина, ручка тауып аламыз, ана жақта не жатыр, скотч, мына жақта пакет, ар жақта пакет, бәрін жинап бір орын бекіттік. Іштегі сотрудниктерге айттық, все расходные материалы стоят тут. Все, под кассой, жабық коробканың ішінде пакет мына жерде, скотч мына жерде, мына жерде алуға болмайды. Әр заттың өзінің орны бар. Во-первых, оны құрдан құр қойған жоқпыз, оны біздер демонстративный стол қойдық, қай жерде покупательге товарды упаковать ететін жерге қойдық. Для того, чтобы бұрын мен байқағаным, кірген кезде магазинді әр жерге демонстрация жасай береді, товарды ашып покупательге көрсетеді, сол жерге тастап кетеді. Сондай вот біз бір жерде бекіттік, сол жерде товарды ашады, көрсетеді, қосып қояды, розеткаге сол жерде упаковать етіп салып жібереді. Солай біздер ішті визуальный порядокта болды, әр жерде жатпайды жаңа материалдар, бір жерде сақталады. Солай и әркім ұстап кететін болған жоқ. Маған барғанда қыздар айтты, әркім келеді, біздің пакетімізді алып кетеді, менторларға алып кетеді деп салып, сондай болды. Сол ондай болмайтын болды. Бәрін қойдық, сосын ол расходный материалды санадық, прям бір-бірден пакетті, скотчты бәрін енгіздік. Солай сізде 1-2 ай бізде наблюдение болады. Енді оцифровка енді жасалды ғой. 2-3 айдан кейін сізде точно сан шығады. Ежемесячно сізде неше расход кетіп жатқанын. Оны аптасына 1 рет, каждый вторник, енді бізде негізі понедельник деп айтылады, расходы деньги, сізде понедельник демалыс болғасын, каждый вторник бізде списание жасалып отырады, статья бойынша, неше пакет алынды, неше скотч алынды, соны бізде история болады да, каждый айда, и даже біздер бір жылдың соңында қараймыз, қай айда бізде самый затратный ай. Почему олай затратный, но доход вроде не растет. То есть доходы стоят те же, но расходы большие. И сол уже вопрос, и уже расследование ары қарай кетеді. Неден ол, неліктен деген сияқты. И жаңа жерде енді әр бизнеске индивидуально болады. Бірақ бізде бір компанияда жасадық. Өзім жасаған соңғы компанияда кулинария отделде тамақ салып беретін посудалардың расходы ежемесячно 45 миллионға дейін ауысты. Так как 13 магазин, ішінде 5 круглосуточный, именно біздің топ фишкамыз это именно собственное производство, өзіміздің пісіретін тамағымыз, жаңағы кулинария, хлебобулка, кондитерка, и соның ыдыстары көзге көрінбейтін 45 миллион болды. Солай енді менің главный задачам ол жерде оптимизация всех расходов, расходты азайту, чтобы доходный процентім көтерілу үшін. Сауданы өсіріп жатырмын, бірақ расход азаймайды, наоборот көбейіп жатыр. И когда оны процентным соотношение шығарғанда, это были большие суммы. Процент, примерно ойлайсың ғой, маржам 10% менің, таза маржам, мен мәз болып жүрмін, 10% мен қалтама түсіп жатыр. По факту ол ақша жоқ менде. Қайда кеткен түсінбейді адам. Мелочтер санамайды. Когда это саналып, күнден неткен кезде үлкен сумма болып көрінеді. Сол кезде мен 45 миллион екенін көргенде анализ жасап бастадым. Басқа конкуренттерге бардым. Бізде енді гигант гипермаркеттер бар ғой батыста, Анвар, Дина деген, сол жерге барғанда көбі сатады екен ол ыдысты. Одноразовый РКС посудаларды сатады екен. И мен де соны внедрение жасадым. Біздің внедрять етіп бастадым. Басында шквал покупателей был, конечно, андай типа неге сатасыңдар, негатив обязательно болды. Бірақ біз былай түсіндірдік. Мы бережем нашу планету деп. Мысалы, ол ыдысты сіз сатып алмағасын, сіз оны нетпейсіз, ала бересіз, үстісіне ала өте бесплатно же деп та. А когда вы платите за это, сіз экономда бастайсыз. То есть картошканы салат қасына, соның үстіне маған котлет сал жер онда деп, сөйтіп уже экономия бастайды. Действительно, это реально спасает нашу планету от бытового мусора, так как пластик, он же не разлагается, ол неше жылдап жатады. Сол мақсат ұстандық, басында 1-2 ай нетті, но мы воспитали своих покупателей. Солай үйренді. И солай бізде 45 миллион 5 миллионға азайды. То есть 5 миллион қалды, 40 миллионға азайды. 5 миллион ол қалады. Это по-любому ол қалады, потому что біз салып
өлшеп қоямыз, өтпейді, ол списание кетеді деген сияқты ондай моменттер бар, недостача кетеді, кассада кассир соқпай қалатын моменттер болады. Сол үшін 45-тен 5 миллионға азайттық. Это ежемесячно. А если годовой есептесең, это очень большие суммы, қарап отырсаң көзге көрінбейтін. Былай ойлайсың ғой, что это необходимость, оны қалай алып тастайсың деп, но соған нестандартно келу керек та. Всегда анализ керек. Мен айтамын да, жаңа сіз айттыңыз ғой, каждый нәрсенің өзінің себестоимости болады деп. Мысалы, сіз маған примерге, мысалы, пирожкиді есептеп бергенсіз, соның өзі маған, менің өзіме басым жарылатындай информация болды, потому что пирожкидің өзінің себестоимости өседі, ниже деген. Мысалы, сол примерді мен оқырмандарыма айтып беріңізші. Мысалы, элементарный, мысалы, кәсіпкер ешкімде, мысалы, супермаркетте жоқ шығар, элементарный даже пирожки сататын адамның өзінің жаңағыдай есебі болу керек екен. Мысалы, көп адам ойлайды, что себестоимость и розничная цена, сататын клиенттерге сататын соңғы цена бар. Соның разницасын есептейді, сол мен пайдам деп ойлайды. Мысалы, 200 теңгеге сатсам, 100 теңгесі расход, 100 теңгесі пайдам деп ойлайды ғой. И расходқа ол кеткен жаңа ішіне ингредиенттерін санайды да, а на самом деле ол жерде коммунальные услуги, тоқ, аренда бәрі кіреді. Даже элементарно сізге пример ретінде продавец, прилавканың артында тұрған продавец пирожки сатып жатады. Пирожкиді сатқан кезде бір клиентке 10 минут уақыт кеткен. Ол үшін ол пирожкиді алады, пакетке салады, микроволновкаға ысытады артындағы, сосын оны весыға салып өлшеп штрих-кодын шығарады. Сосын клиентке береді 10 минут уақыты бір пирожкиге. Ол пирожкидің себестоимостін өсіріп сатады деген сөз. Ол пирожки сату вам невыгодно деген сөз. А когда біз оған нестандартына келдік, микроволновканы самообслуживание шығардық залға, весыды біздер прям прилавкаға жабыстырып қойдық. Қазір IT саласы өте қатты дамыған. Любые фантазии за ваш счет. Жаңағы біз сөйтіп қойған кезде айтишниктер жасап берді бізге без проблем. Любые фантазии. Солай жасаған кезде ол продавец 10 минутта уже он покупатель обслуживать ете бастады. То есть себестоимость снизилась. Раньше бір клиент обслуживать ету үшін 10 минут кетеді, қазір 10 минутта 10 клиент спокойно можно было обслужить. Солай біз себестоимостьны азайтқан болатынбыз, и солай штатное расписание қысқартқан, оптимизация болады. Ол жерде, мысалы, магазинде 100 адам жұмыс жасайды. Когда каждый процессті солай кіріп өзін қысқан кезде, көп нені процесстер автоматизация жасайсың ғой, это автоматизация называется. Сол кезде сізде 80 сотрудниктен 60 қалуы мүмкін. Менде ондай болған жұмыста. Операторы деген не бар, маман бар да, бізде ол компьютермен товарды енгізеді, қабылданған товарларды. И приемщик деген бар, ол товарды қабылдайды. Приемкада товар қабылдайды, сосын операторға барады, оператор приход жасайды. Бізде сол кезде 11 магазин болатын, штатта 37 оператор болған, в общем. 37 оператор, сосын мен олардың полный команданы жинап алдым, операторларды, и 5-минутка деген инструмент бар. 5-минутка деген инструмент бойынша мен операторларын бөлін шығардым. Келді операторлар, мен олардан сұрадым, что мешает вам работе? И они начали говорить шум. И біз шум деген теманы алдық та, что шумит в вашем кабинете? Олар басталды, маған келеді, ценник шығар дейді, әртүрлі мерчиктер келеді. Анау келді, товардың кодын шығар деп. И каждый сол бөлін мен автоматизация жасадым. То есть қайта-қайта фасовщицалар печенье салып атады, и барып кодын сұрайды да, жаңа қалай еді, мен оларға каталог істедім. Каждый рахат, допустим, рахаттың печеньесі қасында названиясы, пул коды весыға. Қайта-қайта жүгіріп келмейді. Печенье келді ма, каталогды ашады да, сол жерден шығарады. Қарап отырсаң, былай решение да, оңай, но оған келу үшін жаңа 5 минутка жасап, сол решение келдік, и ол деген аналардың уақытын қысқартты, жұмыс уақытын қысқартты, олар свободнее стали. Сосын ценник шығару біздің проблемамыз деді. Торговый залға кішкентай орын қойдық та, сол жерге принтер мен компьютер қойдық. 1С программасына тек қана печать ценникаға доступ жасап қойдық, чтобы залда ешкім біз информацияны көріп қалмасын деп. Солай продавецтерді жүреттік. То есть ішке ешкім ценник шығару, и солай олардың қолдары босап бастады. Сосын біз не істедік, оларды оператор приемщик қылып тастадық. То есть приемщик два в одном приемщик деген должность алып тастадық. Товарды қабылдайды, терминал деген күшті аппарат бар. Сол полностью жұмысты автоматизация жасады. Ол сол жерде товарды қабылдайды, сол жерден товарды жібереді, сол жерден возврат жібереді, перемещение жібереді, списание жасайды, даже ценник шығарады. То есть товарды бір-бірден әкеліп, бір-бірден пик соғып отырмайды. Жаңағы жерде любой жерде складта, неде соғады да, компьютерге жібереді, 5 секундта шығарып береді. Солай каждый процессті автоматизация жасауының арқасында дәл сол сотрудник штат қалды, бірақ магазин саны өсті. 13 магазин ашылды, бірақ сол 47 сотрудник солаймен қалды.
То есть получается біздер екі должность бір біріне қосып каждый процесс автоматтандырған арқасында біз экономили, оптимизировали и расходы на заработные платы уменьшились. Бірақ біз оларға повышение бердік еще заработной платы. Но біздің фонд не пострадал от этого. Молодец. Айман, осы негізі мен оқырмандарымда арасында бар шығар, кәсіпкер барлар көбісі мысалы кеше даже бір адамдар сізге де шығып жатыр, менен көріп тіпті үлкен магазин, ол мысалы қаншама жылдық тарихы бар магазин, ешқашан ревизия жасамаған екен мысалы да. Қалай ол ревизия жасалмай, өте үлкен магазин, ол что она теряет? Мысалы жаңа оптимизация жасамаса, жаңағыдай ревизия жасалмаса, что они теряют? Жалпы негіз көп магазин негіз банкротта болып жатады ғой. Көбісі жабылып қалады, көп ашылғаннан кейін. Кез келген киім болсын, басқа болсын. Көбі баяғыда емес қазір бизнес, өзіңіз де біліп отырсыз, қазір конкуренция өте үлкен, рынок растет. Вообще бизнес как мода меняется с каждым разом, и бизнесмендер тоже должны следовать моде. Все время обучаться, развиваться, какие-то инструменты внедрять, анализ жасау керек. Саны жоқ бизнесте ол жерде анализ жасалынбайды. Бұл бизнес просто басында этапта он может стрелял как-то красиво, а сейчас он мысалы даже мынандай боль бар. Ана жылы мен 20 миллион сауда жасадым, осы жылы мен 25 миллион саудадым. Life for life, ну, по сравнению с прошлым годом, менде прирост 5 миллион ғой. Я, значит, в плюсе деп ойлауым мүмкін. Но оларда анализ жоқ, количественно қанша сатып жатыр. Ана жылы ол 10 мың штук товар сату мүмкін бір айда, а осы жыл 80 мың штук сату мүмкін. Ода спад, бірақ суммарно ол өстім деп ойлайды, потому что инфляция, цена растет. Бұрын мысалы инфляция қазір жылдан жылға 50-ден жоғары процент, анализ жасасан 50%-тен жоғары инфляция бізде. То есть подорожание стоимости болған арқасында им кажется, что у нас выручка растет, а если количественно қараса, оларда количественно спад идет. То есть они в минусе. Расход есептемесе, это вообще чревато банкротством, большим банкротством. Также цифрды білмесен, это воровство. Сен өзің сотрудниктеріне лазейка беріп жатсың. Көп адамдар өзі тұрады, шыға алмайды да. Ана выражение бар ғой, қазір мода болып кеткен, учредитель не должен тонуть в операционке деп бәрі айтады ғой. Не должен тонуть в операционке, но как из этого выбраться? Ол мағына не деген сөз? Бұл деген сіз бизнестің раб бизнесі своего, бұл жерде шыға алмайсыз, кассадан ешкімге сенбей тұрасыз, ешқайда шықпайсыз. Особенно осы боль, мне кажется, продуктовыйларда өте көп сияқты. Майда ғой ол жер. Одан кейін ешкімге доверить ете алмайды. Олар қалай мысалы операционкаға сеніп жаңағыдай раб болмайды, шынымен өз бизнесінің. Шынымен ол өз-өзіме жұмыс жасап жатырмын дейді, бірақ продуктовыйлар білесіз ғой, таңғы сағат 8-ден түнгі сағат 12-ге дейін істейді. Күнде. И выгорание болады. Не пайдасы жоқ. Басқа бизнеске ауысам деп маған өте көп келеді, именно продуктовыйдан маған. Бұл жерде еще брак сроктары көбейеді, так как анализ жоқ, ротация жоқ, дұрыс товар остаткасын білмейді. Оларда срок шығады. Срок деген это очень большие потери, списание, брактар көп шығады. Жалпы операционкадан шығу керек. Бизнес делается за чашкой чая дейді ғой, сол шынымен. Бизнес не өседі, когда сен шығасың ортаға, когда ты начинаешь свою среду искать, с другими бизнесменами общаться. Но для этого саған система керек. Система қою, көп, мен мысалы бір жыл бұрын мебельный компаниямен жұмыс жасадым. Просто менен не алған услуга. Полный разбор жасаған кезде сам учредитель 20 жыл стажы бар, қаншама миллион обороты бар, кассада тұрады. А келіншегі сотрудниктерге обед пісіреді. Олардың соцпакеті сотрудниктерге обед пісіру. Это одна из фишек для того, чтобы сотрудников удержать, біз іште обед пісіреміз дейді. Мен соны көргенде первым делом әйеліне запрет қойдым кухняға кіруді. Осы жақында маған звондаған, Айман рахмет деп, сен кеткелі мен кухняға кірген жоқпын деп, мен оның фокусын оцифровкаға жібердім. Полный системаны изучать еткіздім, оператордан бастаттым. Күнде тамақ істей беру, выгорание болды. Сол ғой, и у него действительно было выгорание. И солай біздер бір кісі алдық жұмысқа, жарты күн тамақ пісіреді, обед, после обеда ішті жуады. То есть 2 в 1 техничка. И то есть заработная плата штат өзгерген жоқ, потому что у него в штате была техничка, мы просто объединили соның должности. И клиент, жаңағы кісі кассадан шыға алмайды. Он хочет расти, он хочет поехать в Китай, жаңағы неге алып келгісі келеді, неге мебельге фурнитуралар алып келгісі келеді, хочет новинку, хочет расти, хочет роста, но не может, так как привязан на кассе. Неге шықпайсыз десем, мен сияқты сата алмайды дейді. То есть мен кетсем, говорит, мне выручка түсіп кетеді дейді. Потому что ваши сотрудники не мотивированы.
сіз оған процент бересіз ба, план қоясыз ба? Жоқ, бір айлық. Конечно, оған күнде 100 миллион жаса, 10 мың теңге жаса, бір айлық алады. Зачем ему қиналып там работать? Солай біздер полностью мотивационный сеткасын өзгерттік, заработная плата пересмотреть еттік, процентке қойдық, полная оцифровка жасап бастадық бизнесті. Сосын каждый процесстің былай жасадық қой, автоматизациясын, чтобы взаимозаменяемый болу үшін. Мысалы, мен бүгін жұмысқа шықпай қалдым. Все, ана жұмыс тұрып қалды деген жоқ та. Мысалы, мебельный компанияда пленка кесу керек. Мебельный пленка кесіп, оны аппаратқа салып кесіп, оны тек бір адам біледі. Ол бала жұмысқа шықпай қалды ма, все. Сол күні пленка сатылмайды. А оның топ продаж АБЦ анализін арсы сол пленка. Мебельщиктің бәрі содан пленка алуға келеді. И сол процессті видео инструкцияға түсіріп, СОП деп жасадық. СОП — это стандарт операционного процесса. Видео про картинкамен делай раз, делай два, делай три. Жабыстырып қойдық сол аппаратқа, қалай қосу керек, қалай өлшеу керек. И обучение жасадық. Сосын дәл солай видео инструкция жасадық. Өздерін рабочий чатына салдық, сол видеоны закрепить етіп. И ана бала шықпаған кезде любой адам барады да, қарап соны істей береді. Солай, получается, каждый процессті автоматтандырып, бір-бірін взаимозаменяемый қылдық. Учредительный жүрудің қажеті жоқ қылдық. Ол жерде ол уже бара береді, басқа страналарға кете береді, ол путешествие кетеді, дамый ма, ол жерде тұрмайды, потому что он каждый процесс автоматтандырылған. Учет жүріп жатыр, әйелі полный учетқа кірісті, күйеуі уже развитиеге кірісті. Солай жасап жүрген кезде біз байқадық, біз келгелі жұмыс жасап бастағаннан кейін сауда өсті. То есть сол баяғы объем, но кассада ақша выручка өсіп бастады. Ол дегеніміз уже воровство болған деген сигнал уже, и біз каждый сотрудниктің Каспи Голд несін қарадық. Бұл жердің еще самый глобальный ошибкасы кассада бір Каспи QR, либо Каспи бір адамға емес. Менде лимит бітіп қалды, анаға жібере сал, менде лимит бітіп қалды, анаға жібере сал, сөйтіп өздері лазейка беріп тастаған. И солай 30 миллионға хищение шықты сол магазинде. 4 адам жұмыс жасайды, 4 адам ұрланған болып шықты. Там в общей суммарности 30 миллионов. Сол 30 миллионовты біз бизнеске қайтардық. Каждый сотрудникпен материально ответственный договор жасадық. Мысалы, жаңа пленка айттым, пленкаға ответственный балаға складын бөлек қылдық, пленканы под ключ. Сол жауап бере ма, пожалуйста, мы тебе закроем, вот тебе ключ, ты ответственный за это деп. Ревизия санап полный енгіздік. И апта сайын ревизия жасап тұрдық. Жетпейтін өзі төлейді. Артық па, біз оған нетіп береміз. Солай материальный договор жасаған кезде прием передачамен жаңағы складын тапсырдық, соған мынандай количество мен қабылдаймын, қолын қойды. Сол қағаздар ертеңгі жағдайда тағы қайталанып жатса, жаңа ұрлық сотқа барғанда бұл бізге гарантия береді, что біздің сумма хищениені қайтып келетін. То есть бұл жерде ұрлаватыр деп айтады, но арғы что делать так, чтобы искоренить это, убрать, чтобы келесте ешкім қайталамай. Сол біздің нағыз мамандығымыз сол ғой, искоренить все проблемы, чтобы они больше не повторялись. Сосын кассада ұрлық қой көбіне больдары, это кассада ұрлық. Жаңағында айтқандай әркімнің Каспи Голдына жібереді. Сол үшін біздер Каспи QR қойдық, тек қана сол QR-ға құйылады, немесе учредительный Каспи переводы. Каспи QR-ға лучше біз процент төлейік, чем біреуге жерленгенше. Солай біздер полностью бір жерге касса қойдық, бір адамды ответственный қылдық кассаға. Тәртен открытие жасайды, кешке Z-отчетпен кассаны жабады, тиынға дейін тапсырады. Неше теңге недостаточно шықты ма, кассир қалтасынан төлейді, потому что кассаға одан басқа ешкім жоламайды ғой. Сосын ол оңай болды, потому что 80% халық Каспимен қазір, наличка аз. Сол үшін өте оңай жасап, сол система жақсы жұмыс жасап бастады ол компанияда. Сосын кассада, именно продуктовый магазиндерде ұрлық ол кассада және приемкаде болады ғой. Мысалы, приемкаде бізде ұрлық көп болады. Ол жерде, мысалы, жаңағы оператор приемщикмен ұрлайын деп істемейді. Оны компания лақтыруы мүмкін. Товар алып келіп жатқан компания. Приемщик деген жаңа не ғой, Товар қабылдайтын неше түрлі. Кеше ғана осы тема туралы сөйлесіп отырмыз. Ол дейтін, мысалы, кішкентай магазиндерде приемщик бөлек, кассир бөлек емес, бір адам ғой, көбіне жүретін. Сол адам товар қабылдап жатқан, шаршаңқы күйде қабылдап жатқан кезде оны фирма просто алдап кетуі мүмкін. Там 10 блок Coca-Cola түсірем деп 8 блок түсір. Ондай біздің тәжірибеде өте көп. Біз оны қалай жоқ қылдық? Біздер зона приемка организовать еттік. Енді понятно, что бізде үлкен магазин болғасын, там, возможно, но и маленький магазиндерге это необходимо. Специально угол для приемки товара. Ол жерде 2-3 камераны аямау керек, именно хорошего качества, и жесткий дискі 30 күн жазылатын камера болу керек. Товарды тек сол жерде қабылдауға болады. Болды, басқа жерде болмайды. Сосын келген фирманы журналға жазу керек. Сағат нешеде келді, дата, келген машинаның номерін, экспедитордың фамилиясын обязательно, и қолы болу керек. Мен товар, мысалы, там, Прима деген компания келдім, мынандай уақытта, мынандай тапсырдым деген. Сосын, дальше что это нам даст?
Бізде енді график ревизия бар, біз бәрін оцифровка жасадық, категориямен бөлдік. Біздер график ревизия береміз магазинге. Ревизиантты категориямен санаймыз. Мысалы бізде бүгін график бойынша напитки санаймыз. Кока-кола санап жатқан кезде бізде үлкен недостаточно шығады. Біз не істейміз, сразу жаңа журнал көтереміз, қашан соңғы рет кола келді, потому что оның алдына ревизияда нормально болды ғой менде. Значит, осы айдың ішінде менде ұрлық болған. Оған қалай көтереміз, приемкаде лақтырған 2 блок, 3 блок. Сразу ол видеоны фирмаға жібереміз. Фирмаларды айту мүмкін, что это не наши проблемы, как сіздің печатіңіз тұр деп. Сол үшін фирмалармен де договор обязательно. Если они хотят с нами сотрудничать, олар көмектеседі, жаңағы экспедиторды табуға болады, полицию можно написать. То есть сіз өзіңіздің заңыңыз, неңіз білу керексіз ғой, құқығыңызды. И кассада да солай ғой, көптеген нелер бар. Не деген нюанстар бар деймін да, бір какой-то бір магазиннің ішінде қаншама нюанстар бар. Енді былай жасайықшы. Енді сіз мысалы полностью даже мерчендайзингке де жауап бересе, негізі мерчендайзинг деген мен оқырмандарым білмесе, әр тауар даже қай жақта тұру керек, оның өзінің бір несі болады екен ғой, бір заңы ма, не дейді ондайды. Мысалы тіпті сіз егер бір үлкен бір нәрсе ашайын деп жүрсеңіз де бұл кісілер көмектеседі да, мысалы Аймандардан егер сіздер консультация алатын болсаңыздар, потому что Аназат мына жерде тұрады, даже оның өткенде сіз сөйлестік қой екеуміз, Астанадан біз магазин ашамыз дедік. Сол кезде сіз даже айттыңыз, даже розеткасы, қай жерде қандай розетка, қай жерде қандай зат тұру керек, соның барлығы уақыт эконом, и еще ол ақша алып келетін нәрсе ғой, мысалы айтады ғой, бір маркетинг дейді ғой, мысалы нанды ең соңына қояды деп айтады, чтобы жолда не қылып. Қандай көмегіңіз тиеді, мысалы любой продуктовыйдан басқа, мысалы киім дүкеніне қандай, мысалы ол жерде қандай минустар болуы мүмкін, магазин ашайын деп отқан адамға неден бастау керек ол? Ең бірінші любой магазин скелеттен басталу керек қой. Бізде помещение алады, оборудование заказ етіп тастайды, ештеңе сызбайды, ештеңе товары да жоқ, но бізде уже ашып тастайды да магазин, потом уже по факту товарды под этот магазин подстраивают. Негізі на самом деле ең бірінші очередь магазин скелет сызылу керек, қанша квадратураға, қандай оборудование аламын. И вторую очередь это технический отдел, уже сантехника, освещение, электрика, солары сызылу керек, план бойынша обязательно. Бұл сізге строительство кезінде, ремонт кезінде де үлкен көмегі болады. Сіз дейтін каждый процессті план ретінде датасымен, дедлайнмен қоясыз и соны тексересіз артынан. Стройкаға келген кезде, мысалы үйдің ремонтына, помещение ремонтына қарайсыз, вроде ремонт жүріп жатыр, көресіз, кетіп қалыстым, түсінбейсіз ғой, мысалы. Мен өзім, мысалы, строитель емеспін, но мен түсіндім, потому что мен 13 магазинде бізде, мен келген кезде жұмыс жасап жүрген магазиндер біз ребрейдинг жасап, оны жауып, бәрін алып тастап, демонтаж жасап, қайттан ремонт жасап ашқанбыз. Поэтому можно сказать, 13 магазин полный ашылуына мен ОТИ-да қатысқан болатым. Бұл жерден колоссальный опыт алдым. Поэтому мен стройкаға барған кезде, қап-қара болып тұрған кезде, допустим, кішкентай бір қызбын, ештеңе білмейді деп ойлайды ғой, мен біз жасап жатырмыз, мен қолымда четкий план бар. Я знаю, что за электриками должен ходить сантехник, за этим мынау, ол не істеу керек бүгінгі күнге, он должен демонтаж вот этого, монтаж вот этого. Солай мен айтып бастағанда олар жұмаған. Дым дей алмайды строителер, подрядчиктер, олар уже мен көрген кезде Айман келатыр, жұмыс жасап бастайды. Олардың акт выполненных работ болады жұмыс соңында. Қол қоймаймын, пока мен пункттар тексермейін дегенше. Сондай, и каждый, ол енді басында бізде көптеген қателер болды ғой, содан келген опыт ғой, басында ремонтта көптеген. Каждый процессте, мысалы, даже кранның да өзінің стандарты бар, қандай кран алу керек олар. Кулинария отделге, мысалы, ол андай производственный кран алу керек. Ванныйға басқаша кран алу керек деген, оның да стандарты бар. Дәл сол сияқты киім сататын магазинге деген кеңесім ең бірінші скелет магазина. Потом барып оборудование какой подходит, под какую категорию, категоризация жасау керек қой. Скелет деген это магазин категориямен бөлеміз. Мына жерде мысалы верхняя одежда, здесь комбинация, здесь обувь, здесь сумки деген сияқты. И товарное соседство обязательно. Мысалы там аяқ киімге сумку подбирать етеміз. Касса жақта аксессуарлар қоямыз. Солардың каждыйына өзінің нишасы, өзінің полкасы болу керек, чтобы красиво продемонстрировать и чтобы было правильное освещение. Мысалы сіз освещение стандарт бойынша қоясыз, товар қойғаннан кейін ол түспеуі мүмкін. Сіздің именно эксклюзивный товарыңыз көрсетпеуі мүмкін. Поэтому все решает освещение, негізі. Да, обязательно. Мысалы, даже киім магазиндеріне барсаң, әдемі алып, андай, маған мысалы именно Қытайдың мерчендайзингі ұнайды ғой, қаттышы. Сіз бір күні барған кезде түсінесіз, магазиндер енді
прям ұрып тұрады ғой менен алшы деп, бірінен бір өткен. Бізде ондайды көрмедім. Бір магазин, даже Мегада барамыз ғой, бір андай киімдер шақырмайды да. Но ана жақтың енді датабой дизайны ужасный материалдан бірақ іліп қойғандары барлығы. Оның бәрі негізі влияет же торговляға. Конечно, это подача, самое главное подача, продать эмоцияны сату ғой. Да, клиент анаған қарап тұр, эмоциясы келсе, ол алады ғой. И подача обязательно болу керек, мерчендайзинг болу керек. Элементарно оптовый магазиндеріне кірдім өткенде мен, не детский киімнің. Датабой ананың барлығын полный ала салғым келеді да. Ешқандай подбирать етудің қажеті жоқ ше, мысалы. Маған мына образды бере салшы деп алғым келеді, потому что әдемі жарастырып киіндіріп қойған да. Бізде ондайлар аз. Обязательно. Сол үшін профессионалдың несіне жүгіну керек қой, көмегіне. Бұл жерде полный жүйелеу керек обязательно. Қытайда өзіңіз байқаған шығарсыз, бәрі жүйеленіп. Ол жерде негізі біздің Қазақстанның менеджменті 30 жыл артта қалып қалған ғой. 30 жыл артта қалған. Мен өзімді де мойындаймын тіпті. Мен саудамен айналысып күшті болып жүрмін деп ойлап жүрмін, но бірақ сіз өткенде не деген минустарын шығарып бердіңіз ғой. Мысалы, сіз болмасаңыз мен оларды істемейтін едім. Қазір мысалы мен деп құдайға шүкір деп отырмын, потому что сіз даже менің магазиндегі 1С-ті қойып бердіңіз. Еще менде бізде склад бар. Оптом складқа бір кетеді, франшизаларға бір кетеді, оптовый баға, жабық чаттың бағасы дейді, одан розничный баға дейді. 6 түрлі сату бағасы бар да, оны миымыз ашып кетеді кейде, жете алмай кететінбіз. Соны сіз мысалы Айман ханым бір жүйеге қойып берді, мен оны миым жетпейтін, негізі өзім істесем. Сондықтан маман деген қалай бассыз істейтін адамның деп. Енді жалпы негізі бизнес туралы айтып жатырмыз ғой, қазір қайтып келеміз. Жалпы сіз негізі 92-ші жылғысыз, Маңғыстаудансыз, иә? Өзіңіздің жеке өміріңіз, жалпы бала шағаңыз бар ма? Бұл бизнеске қалай келдіңіз? Оның үстіне менің сабағыма қалай келіп қалдыңыз? Соны айтыңызшы. Өзіңізбен өзіңіз, мысалы, өзіңізде жұмысыңыз бар, 580 адамыңыз бар. Менің сабағымда не істеп жүрсіз? Мен жасым 32-де, биыл толдым. Өзім 4 баланың анасымын. 4 бала? 4 бала. Үлкеніңіз қанша, кішкентай қанша? Үлкенім 10-да, кішкентайым 1-де. 1-де? Ой, жаным сол. Сол Ақтау қаласында туып өстім, туған жерім. Сол жерде тұрмыс құрдым, өзімнің күйеуім өзім группаласым болған. Колледжде оқығанда 16 жасымнан танимын. Еще бір қызығы, біздің колледжде 25 бала, мен арасында бір қыз болғам. Мамандығым нефтегазға түстім колледжге, потом универ уже учет аудит, уже саланы өзгерттім. Солай танысқан болатынбыз. Сөйтіп жаңа айттым ғой, басында айтып кеткендей, банкте жасадым. Солай банкті не үшін тоқтатқаным, ол тұрмысқа шығуым болды. Тұрмысқа шығып, полный тойдан кейін бірінші декретім болды. Декреттен кейін мен ритейлға келдім. Ол кезде Атаба деген сеть болатын, бүкіл батыста. Үлкен сеть, головной Атырауда. Сол Атаба супермаркетіне кірдім. Логист деген должностьке, ол деген товарға заявка беру, жаңа мерчендайзинг, товардың долясын есептеу, ДМП, дополнительное место продажи есептеу. Сондай мамандыққа кірдім, сондай должностьке кірдім. И сол кезде түсіндім, что это моя любовь. Содан бастап мен ритейлді, басқа жұмыс қараған жоқпын. Барлық компания, неше түрлі поставщик, күніне 45-50 компаниядан товар келеді. Бір келген кезде 4-5 накладноймен там үлкен суммаларға келеді, соның бәрін өзім заявка берем. На основании продаж, уже аналитика керек ол жерде. Құрдан-құр магазин толтыру керек деп заказ бере беруге де болмайды. Анализ продаж, примерно график посещения бойынша ол компания аптасына бір рет келетін болса, маған где-то недельный запас керек, чтобы компанияның ақшасын заморозить тастауға да болмайды ғой. Заявка беріп отырып, мен түсініп бастадым, что бізде пересортпен сатылатын товар көп. Мысалы, қанша сан бар, қанша күшті, неше жыл жұмыс жасаған компания, но сонда да болады. Продавецтер пересорт сатып жүреді. Қысыл алманы, сары алманы өлшеп тастайды деген сияқты. И мен заявка беріп отырғанда соны қарап отырдым өзім. Ол кезде мен должностьіме кірмейді, но мен оны жаңағындай уже анализ жасайтын болғасын, маған заявкаға ол мешать етеді ғой. Дұрыс емес остатки болса, мен дұрыс емес заявка беремін. Соответственно, я теряю продажи деген сөз. Сол үшін мен оның полный остаткасын қарап бастадым магазиннен. Ревизия жасатам, іште сотрудникті өзім қараймын, пересорттарын жасап отырамын, дұрыс емес сатылған сразу тауып алып, кім өлшеді? Қымбатты арзанмен өлшеп сатып жүру мүмкін. Мысалы, қымбат колбаса, сырларды арзанмен сатып, кассадан өткізу. Это могут быть специально, это могут быть нечаянно, там хотелись, это же человеческий фактор. Сонымен жұмыс жасап бастадым. Солай менде любовь болды. Екінші декретке кеткенде Атаба деген сеть жабылып қалды. Полный жабылып, сөйтіп мен декреттен шыққан кезде Good Market деген сеть шақырды мен жұмысқа жаңа. Сол Good Market'тен мен путь мой прошел. Айттым, ребрейдинг болды, Good Market алтын фудқа ауысты.
солай становление компания бірге өстік қой. Сол компаниямен бірге өзім де өстім. Менің басшым өте қатты қолдау көрсетті. Ешқандай туыс связь ондайсыз көтерілдім. Өзіңіз карьерный лестницамен сонда операционный директор дегенге дейін бардыңыз, ең бірінші администратор магазина болып кірдім ол жерге. Бір кішкентай емес, енді екінші категория магазинге кірдім. 3 ай жасадым администратор болып. Мен чатта жаңа IT отделмен постоянно қаралып, андай дұрыс емес жасайтындарын бәрін айта бергесін көзге түстім. Басшының имені директор магазинға өсіреді. Ол жерде 3 ай жасаймын. 3 айдан кейін айттым, консалтинг компания келді Украинадан. Сол кезде бізге Украинадан операционный директор келді. 1 жылға контрактпен. Сол кісі мені байқады жаңа директорлердің арасынан. Жіберген отчеттарыма, скоростьке, жаңа жұмыстың содан кейін 3 айдан кейін мені супервайзер алып қойды қасына. То есть операционный директордың қасына көмекшісі болдым. Ол жерде языковой барьер де бар. Украина орысша тілден біздің қазақша тілге біздің сотрудниктерге жеткізу қиын болғасын. Bir жағынан сол бар, скорость болғасын мені қасына алды. Солай бірге системаны қойдық қой, жаңа магазинді с нуля. ИП-да болды, ИП гуд жауып, тоға аштық, крупный компания қылдық. Одан бөлек собственное производство аштық. То есть собственное производство ашу маған да өте қызық болды. Ол жерде мен салам емес қой, ол жерде калькуляция, ол жерде директор производства, это вообще другой уровень, басқа сала. Ол жерде каждый товардың салатын, даже ішіне салынатын 2 грамм тұзына дейін есебі бар. Соны қойған кезде вот менде моим вот любит все новое, особенно когда сфера продаж, прямо я его впитываю, и сол жерде даже қонып кетемін ғой жұмыс жасап. Сөйтіп производство 3 этажды үлкен производство аштық. Солай жасап жүрген кезде конкуренция өседі ғой, рынокта анализ жасаған кезде конкуренция өте үлкен. Ақтау қаласы кішкентай болғанмен, именно магазин, супермаркет көбейіп кетті бізде. Сосын біздер эксклюзивный товар алдырып бастадық. Заводтармен тікелей жұмыс жасадық. Россия, Турция, Астрахань деген нелерден жұмыс жасап бастадық. Сол кезде бізге распределительный центр керек болды. Bir жерге товар түседі, сол жерден магазиндерге жібереді. Сол центр, распределительный центр аштым, үлкен склад. Соның барлық несін жұмысын жүйелеттіп, оны жұмыс жасап кету де оңай емес. Былай айтқанда оңай сияқты, бірақ график қою, оны магазинге оны жіберу, оны қабылдату бір-біріне, оны как это отразить в базе, соның бәрін үлкен опыт алдым сол компанияда. Сосын бізде полный база ауысу болды. Жаңа 1С компания асқаннан кейін 1С база ауысады ғой. И любой 1С программа, любая программа бізге шикі ет болып келеді ғой, піспеген ет. Біз соны пісіреміз под себя. Көп бизнесмендер алады да сол стандарт бойынша жұмыс жасай береді. Ойлайды, что так и должно быть, это же компьютер. Оны жүктіге бола ма? Конечно, это можно менять, как вы хотите. Өзіңе подстраивать ете салу керек. Любой 1С-ті, какие отчеты вам нужны. Допустим, вы хотите даже в процентном соотношении шығарғыңыз келсе, оны 1С береді. Просто қазір IT-ге грамотный тех задание жазып білу керек қой. Маған мынау керек, техническое задание прям жазу. Соны көп кәсіпкерлер білмейді. Сол кезде IT-шниктермен жұмыс жасайтын тікелей мен болдым. IT отдел деп бағынды маған IT отдел. Біздің IT-шник Украинадан болатын. Сол онлайн жұмыс жасайды. Бізге полный базаны 1С именно К деген комплексная автоматизация деген түрін таңдадық. Қанша 1С-терін презентациясын өтіп, қанша программаны өткіздім, чтобы сол компания именно соны таңдау үшін, соны под себя настроить еттік. И не только там купи-продай емес, бізде еще жаңа айтқандай не бар ғой, собственное производство, соның выпусктарын қалай жасау керек, учетін қалай жасау керек, соның бәрін сол программаға енгіздік қой, с нуля. Кассада шығып атқан ұрлықты, бір ұрлық істаймыз ба, мысалы, соны қайталанбау керек. Соны қайталанбау үшін не істеу керек, соған грамотный тех задание жазамыз. Миымыз ойланып, мысалы жаңағындай дисконтный карта қарап отырса, магнумдарға барасыз ғой, супермаркетте дисконтный карта сұрайды ғой, сол дисконтный картамен де махинация жасайды кассирлер. Соның каждый лазейкасын тауып, жоқ қылып, сөйтіп отточить еттік қой. Сол кезде біздер кассадағы барлық махинациялар жапқан кезде бізде кассир жұмысқа кірмей қалды ғой. Сол кезде түсіндік, кассирлер айлыққа емес, именно жаңағындай неге кіреді деп. Сөйтіп жаймен айлықтарын өсіріп, мотивацияларын көбейтіп, каждый пакеттен алатындай қылдық ақшаны, бонусты, каждый чектен алатындай қылдық, чтобы мотивация болу үшін де өсіруге. Солай жинадық команда. Енді осы жерде былай сұрайыншы, мен дұрыс па дұрыс емес па білмеймін. Мысалы бізде Магнум деген үлкен супермаркеттер бар, олар енді өсіп кетті да енді. Жаңа біреулер сіз мысалы бір супермаркет жасадым, бірақ ол жабылып қалды деп жатсыз. Жабылатындар көп қой, ашылып жабылатындар. Именно продуктовыйлар неден банкрот болып жабылады? Маған сол қызық. Сол анализ жоқтан.
анализ оларда да мысалы продуктовый деген күнделікті өтіп тұрған нәрсе емес пе? Мысалы именно сол жерден басқа супермаркет или мысалы ондай ситуация бар ма, место ауыстыру деген сияқты, или болмаса местосы не то, жауып тастап басқа жерден ашылу деген сияқты влиять ете ма, әлде қараңыз, мысалы суперфуд, ойбай не алтын фудтың алдында бірдеңе болды, сол ребрендинг жасалды, ат ауысты деген сияқты. Но бірақ именно сол жерден қайтадан аштыңыздар сіздер. Ол кезде бірақ лучше болды. А до этого почему хуже болды? Біздер полный форматын ауыстырдық магазиннен. Жалпы қазіргі таңда клиенттер обязательно внешний видке қарайтын болды. Қарайды, бұрынғыдай там дефициттің кезінде біздің адамдар ала берген ғой товарды. Қазір егер упаковканың сыртына бір кішкентай майысқан болса алмайды клиент. Қазір внешний вид обязательно. Поэтому біздер ребрендинг жасағанда именно ішін стилін өзгерттік. Кішкене Галмарт деген супермаркеттерге ұқсатып, чуть-чуть дорого, богато, но цены те же. Во-первых, во-вторых, біздер эксклюзивный ввоз жасадық қой. Бізде Маңғыстауда жоқ товарлар. Біздің Маңғыстаудың облыстың несі тупиктеміз ғой, Қазақстанның, бізде ештеңе өспейді. Сол үшін бізде в основном импорт. И көп ассортимент жоқ Алматыдағыдай мысалы. Сосын біздер өзіміз тікелей заводтан әкеліп бастадық, эксклюзивный. Соған болай біздің басты фишкамыз это собственное производство болды. Ол жерде күніне 100 мың, 150 мың выпечка бүкіл сетке шығатын еді. Хлеба, булка, жаңағыдай именно блинчиктеріміз біздің хит болды именно Маңғыстау облысында. Потому что вручную жасалады барлығы да, то есть домашний вкусы бар. Соларды енгіздік ол магазинге. Сода бізде ребрендингте 60%, 80% прирост берді. По сравнению с прошлым годом бізде анализ лайф жасаймыз ғой. Прошлый год с этим годом, прошлый месяц с этим месяцем, мысалы біздер декабрьді январьмен, либо мартпен салыстыра алмаймыз ғой. Ол жерде сезонка бар, әр айдың саудасы әртүрлі. И жылдан жылға біз оны анализировать етіп, заранее дайындаламыз. Әр сезонға бізде заранее дайындалады. Сентябрьде біз білеміз, что бізде спад кетеді. Ол кезде уже адамдар мектепке дайындалып бастайды. Даже тамақтың саудасы түсіп кетеді ғой сентябрьде. Адамдар соны ойлаймыз, анда сентябрьде тамақ жемеймін екен деп. Может, экономдап қалады. Иә, сол октябрь, ноябрь, декабрь бізде уже прирост кетеді. Январь, февраль. Декабрь, самый шар. Самый, да, декабрь. Сезон деген қай уақытта болады шынымен? Жаңа жылда, сосын? Жаңа жылда, сосын ноябрь, октябрь, ноябрь. Декабрь, март обязательно. Но оразада бізде чуть-чуть спад болады, особенно алкогольная продукция. Чуть-чуть спад болады. Марттарда болды ғой енді биыл ораза. А так бізде Новый год, март, Пасха деген сияқты праздниктерде бізде прирост кетеді. Жазда бізде тамақ түседі да, но напитки, алкоголь, сосын сезонный товарлар жақсы өтеді. Бізде жазда сезонный товар ввоз жасаймыз өзіміз тікелей. Бізде теңіз бар ғой енді, соған арналған для купания жаңағыдай. И оны кіреберіс жерге қоямыз, сезонка деп акция жариялаймыз, маркетинг қосамыз да, ол жерде уже. И әр салада обязательно анализ керек. Жаңа магазинде в первую очередь влияние это локация ғой. Жаңа сіз айтып отқандай обязательно локация. Парковкасы қалай тұр. Мысалы односторонний жол болса, мен үй жағыма баратқанда магазин мына жерде болса, мен ар жақтан айналаға бару маған қиын. Поэтому мына жақтан ашылған жақсы да, оң жағымда. Сондықтан учетпен ашылу керек барлығы. Мысалы дополнительный канал тропинка, қандай тропинка, натоптанная тропинка деген понимание бар ғой. Сол жақтан ашылған жақсы да. Қай жерде адамның саны бар. Сондай жерлерде ашылған жақсы, в первую очередь локация қарау керек. Содан кейін барып ашылу керек, содан кейін уже анализ керек. Рынка анализ обязательно должен быть, календарь всех праздников, жаңа айтқанда сезонка обязательно. Мысалы сіз жазда тұрып қыстық заттар сата алмайсыз ғой, жазда тұрып новогодний подаркалар сата алмайсыз ғой. Или там жазда тұрып оливье там толтырып акция ашып істей алмайсыз. Сізде сезонкаға упор жаңағыда арбуз, дыняларға дополнительное место қоясыз. Может, даже бағасын түсіресіз для того, чтобы привлечь. Жазда арбуздың бағасын түсіріп, но зато сізден арбузға келген клиент обязательно қасына бірден алып кетеді. Импульсный продажалар бар. Жалпы товарды қою фишкаларымен сіздер дейтін көптеген средний чекті өсіре аласыз ғой. Средний чекті өсіре аласыз, сауданы өсіре аласыз. Жанып тұрған магазинге, ана ассортименті көп магазинге кірсем мен именно продуктыданшы мен қуанамын мысалы. Ол көзді қуантады ғой. Сол әдемі тұрғанның өзі, иә. Сіз даже байқасаңыз, нан алуға барасыз да, қасында андай паразит деген полкілер бар, маленький, нутелла ілініп тұрады ғой. Алға барған жоқсын, бірақ алып кетесіз нутелланы. Неге? Потому что нанға жағып жейсіз ғой. Это импульсные продажи, то есть дұрыс товарды орнатуымен сіз дейтін дополнительный продажа жасайсыз. Кіреберісте неге ойыншық тұрады? Кірген кезде балаңыз көреді, жылап кетпейді, пока нан алып кетеді дейсіз ғой. Мен өзім 4 балам бар. Біздің магазин кіргенде обязательно бір ойыншық алады, либо там пузырьки алады, бірден алу керек, потому что магазин солай қояды.
детское питание, агуша, пюрелер, жаңа фрутоняня ілініп тұрады, жан жақта паразит. Олар каждый ілініп тұрған паразитке ақша төлейді. Аренда бар, ретробонус бар. Негізі үлкен супермаркет ашатын, үлкен мини-маркет ашатын магазиндерде өте көп канал бар ғой, басқа тек сатудан бөлек қалай как можно заработать. Просто полкаға орын берумен, товарға доля берумен, ДМП қоюмен, ретробонус арқылы да ақша табуға болады. Көптеген жолдар бар негізі. Мысалы, именно осы жерде айтайықшы, өткенде сізге бір подгузник сататын адам, бізде қазір мысалы менторствомда бір адам подгузник шығарып жатыр ғой. Сол мысалы магазиндерге шыққысы келеді. Ол қалай барады? Ол мысалы магазинге қоюым керек еді, сіздің затыңыз деп бара ма? Ол қалай сөйлесу керек? Ол не істеу керек, чтобы магазинде шынымен соның заты сатылу үшін? Обязательно магазинде болу керек деп ойлаймын. Қазір көптеген подгузниктер шығып кетті ғой, бренд. Басында маркетингке салат, потом ол өшіп қалады, и бренд просто выметается, получается, с рынка, жоқ болып кетеді. Оны долгосрочно қалдыру үшін Хаггис, Памперс сияқты гиганттардың қасына болу үшін обязательно сеттерге кіру керек деп ойлаймын. Именно супермаркеттерге. Біз тамақты қай алуға барамыз, қай жерге? Сол жерде тұру керек та, ол. Сол адам алады. И обязательно конечный потребительдерге, клиенттерге акция берілу керек. Супермаркетке кіру үшін әр супермаркеттің өз условиясы болады. Обязательно переговорға қатысасыз. Обязательно оған ретробонус төлейсіз. Обязательно договорға отырасыз. Сол именно ретробонус дегеніңіз не ол? Ол деген каждый супермаркеттің өзінің проценті болады от продаж. Мысалы, сіз айына миллионға сауда сатылды ма, соның ішінен либо 3%, либо 4% компанияға ретробонус төлейсіз. За то, что сіздің брендіңіз ол полкаде тұр, полкаде аренда занимать етіп тұр. Еще полкасына төлейсің. Егер сіздің брендіңіз доляда жоқ болса, мысалы, егер сіз жаңада шығып жатқан подгузник болса, 100% сіз оның долясына жоқсыз. То есть доляда баяғы гиганттық Памперс тұрады, 50% тұру мүмкін. Бір метровый полкада каждый тұрған товар долясымен есептеледі. Доля это от продажи зависит. Мысалы, Памперс 50% тұрады. Ол доля. Ол тұрған долясына ретро төлейді. Содан кейін 30% Хаггис тұру мүмкін. Там 10% Мама знает, там еще что-то Либера деген брендтер тұру мүмкін. Бірақ сіздің брендіңіз ана жерге уже кірмейді, потому что все до договора подписаны. Ана жылдың басына подписаны. Сіз бір жыл күтіп отырмайсыз ғой договор біткен. Вы можете арендовать дополнительное место ДМП, либо торец. Торец деген основной полкадан шетінде тұратын полкалар торец деп аталады. Соны в основном көп магазиндер сатады. Ай аренда төлейсіз, бірақ сіздің товарыңыз полностью тұрады. Бұл жерден дұрыс орын таңдау білу керек. Именно сол мама младенец деген категория деп аталады, ол подгузник. Сол мама младенецке арналған товарлардың қасында тұрған выгодны. Либо кіреберіс жақта, кассаға жақын жақта, сондай сол жерде тұрған жақсы, сол орында арендаға аласыз. Ежемесячно әр супермаркеттің өзінің несі бар, ставкасы, оны мен конкретно мынадан мынандай деп айта алмаймын. Соны ежемесячно төлеп отырасыз, олар сізге АВР салады, сіз оны перечислять етіп отырасыз, и сол жерге товарын шығарсаңыз болады. Сол жерде сіз ана сетке продажаңыз көрсетсеңіз, сіздің бренді подгузнигі жақсы стрелять етсе, келесі жылы сізді основной полкаға шығара алады олар. Но вы должны доказать, что ваш бренд, вы должны прям работать. Супермаркетке кірген кезде ол брендті просто товар тапсырдым, все, олар сатады деген жоқ. Обязательно мерчендайзер деген адам болу керек. Торговый представитель деген адам болу керек. Ол адам сіздің барған товарыңызды полкаға шығару керек. Оған ценник қою керек. Ценник жоқ товар, ол өтпейді, все, өлді. Обязательно ценник болу керек. И басында, пока сіздің брендіңіз танымал болғанша, сіз оған акция беріп отыру керексіз покупательге. Минус 50%, минус 30% сары ценникпен тұрады ол магазиндерде. Солай беру керексіз. Соны себестоимостьке қоссаңыз болады. Допустим, жаңа брендтің себестоимостьіне қосып жіберіп, бірақ сіз өйтіп істей алмайсыз, потому что Инстаграм арқылы сатып жатсыз ғой. Но в любом случае вам нужно дать акции. Әр супермаркетте әртүрлі нелер болуы мүмкін. Там черная пятница деген сияқты, либо акции выходного дня, көп жерде Магнумда, біздің сетте де солай пятница, суббота, воскресенье акции выходного дня деп жариялаймыз прям. Соған клиенттер келеді. Для держателей наших дисконтных карт акции, и сол жерге сіз постоянно қатысу керексіз ғой. Сіздің подгузникке басына 50%, 30% для того, чтобы показать покупателям свой продукт. Если качество, жарғары качество. Если качество жақсы, сапасы жақсы, бағасы жақсы болса, ол сіздің клиентіңіз болып қалады. Все, келесі ол келеді магазин, акция болмаса да алады оны. Потому что біздің подгузникті пайдаланып көрдіңіз ба? Иә, пайдаланып көрдім. Жақсы екен. Қызым алдым осы жақында. Дұрыс қой, иә, сіз. Күшті екен, жақсы екен. Мен өзіме қолданамын, маған ұнады, жұп-жұқа да. Потому что қазір не ғой, жұп-жұмсақ еще. Шынымен жұмсағым сияқты. Менің қызымда аллергиясы бар да, бір жаманы. Аллергия бермеді ме? Иә, мынау берген жоқ. Біздер Хаггистің Elite Soft деген алатын едік, ең қымбат түрін. Бір пачкасын 14-15 мыңға алатын едік. Бұл жерде мен
2 пачка аламын ғой сол бағаға. Өте ұнады, жұмсақ, ешқандай раздражение болған жоқ. Не жұқа ғой қазір жазға. Иә, прям самое то. Ұнады бізге. Рахмет. Негізі біз шынымен оны да 1 жыл изучать еттік, чтобы шынымен гипоаллергенный болсын. Мен мысалы именно баланың денсаулығынан қорқамын же. Білесіз ғой, бала деген еще тем более несі подгузник деген самый керек жері ғой. Сондықтан ана бір нәрсе сөздерді естіп алғанбыз ғой, ойбай бесплодный болып кетеді деген сияқты. Көп қой. Сондай жағын, сондай жағын мен қатты изучать еттім. Именно бала денсаулығына мен қатты алаңдаймын. Потому что өзімнің балам болған екен. Оны ешкім не алмайтын шығар, енді отрицать етпейтін шығар. Менің миым жаратын біраз ақпарат айтып тастадыңыз, если честно. Менің оқырмандарым да біраз бұдан кейін не қылатын шығар. Негізі кешеден бері менің подкастыма осы бизнесте жүрген адамдар келіп жатыр да. Күні кеше кондитерлік дүкені бар қыз келді, Мерюша. Ол кісі тамақпен айналысады ғой енді. Ол да мен қайта сұрап қоймын, жүйелейсіңдер ма, мына есептейсіңдер ма деп қоймын жаңа. Бір печеньеге қанша кетеді деп есептетіп сұрап жатырмын ғой. Но ол кісі білмейді екен. Но алдында Сәкен Тілімбет деген мырза келді, сіздің салаңыз тоже. Ол кісі бизнес түрінен тамақ түрін ұсынып жатыр. Кешегі Мерюшаның да тамақ бизнесі өте прибыльный екен. Негізі жалпы сізде именно неде жүрсіз? Продуктовый бизнес, тамақ ол. Негізі сіз қандай бизнес ұсынасыз адамдарға? Қазір ақшасы көп адам көп, бірдеңе ашқым келеді дейтіндер көп, но бірақ қалай қай жаққа ақшасын саларын білмейді. Сіз не ұсынасыз? Сіз енді біліп жүрсіз ғой, ол саланың ішіндесіз ғой. Мен жаңа айтып өткендей, менің әріптестерім десе болады. Шынымен де тамақ, но тамақ ашу керек деп аша беруге де болмайды. Анализсіз ол обязательно. Сосын әр адамның өзінің ремеслосы болады, любимое дело. Мысалы, мен неше жыл супермаркетте жасап, кішкентайым саудам, неге менде магазин жоқ? Неге менде? Потому что я жаңағыдай магазин ашып, онымен жүргім келмейді. Мне нравится это магазиндерге жиі жасау, услуга, да, мысалы. И сондай услуга бізде аз ғой Қазақстанда негізі. Егер сенің қолында тігу келсе, почему бы не открыть ателье, мысалы, красивое, классное, да, собственный бренд Казахстан. Бізде қазір поддержка именно отечественный брендтерге өте мықты, особенно государство. Жаңағыдай памперс алып жатсыз ғой, мысалы. Егер сіз акиматқа барсаңыз, кәсіпкер отделіне айтсаңыз, мен өзім шығарып жатырмын, Қазақстанда жасалған, поддержите меня десеңіз, акимат барлық бизнес өкілін шақырады да, осы подгузникті алыңыз деп поддержка береді. Олар даже кәсіпкерлерге 1% субсидия да беріп жатыр. Даже егер сізге производство ашуға база керек болсаңыз, сізге без аренды база да береді. То есть қазір үкіметтен өте үлкен поддержка береді кәсіпкерлерге. Поэтому бұл жерде тамақ ашу керек деп бәріміз баса-бас тамақ аша бермей, жаңағы өзінің ішінде қандай, что тебя вдохновляет, вот что тебя вдохновляет, сол жерден саған не келеді деген сол ғой. Сіздің ойыңыз сол жақта кетіп тұр. Не только тамақ, но бірақ любой бизнесте. Но бірақ білесіз ба, қазір байқасаңыз қазір рынок слишком переполнен, Қытайдың заттарымен переполнен дейді. Мен енді көріп жүрмін ғой, анализде жасаймыз, бірақ слишком көп болып кетті, және конкуренция да көп болып кетті. Даже тіпті менің өзімнің отырған жерімде былтыр 40 карго болған еді, қазір 40 оптым склад мысалы. Біз енді алдыңғы қатарда біз не істеп жүрміз, соның бәрі ашыла береді екен ғой ары қарай. Соны айтып жатырмын да, қазір дата ол минус товар беріп жатқандар да көп, мысалы, өткізу үшін 200 теңге қойып, кейде покупательдер ойлайтын шығармын, Қытайда бұл тиын тұрады деп, но на самом деле оны алып келіп жатқан екен, даже минус өткізу үшін себестоимостьтан арзан беріп жатқан дұрыс. Но бірақ қалай конкурентоспособность болады? Или болмаса қазір офлайн бизнес ашу тиімді ма жалпы? Қазір онлайнға кет деп жатырмыз. Офлайн бизнестер полный жабылып қалмайтын шығар енді, бірақ бірдеңе ашу керек шығар оларда. Біз айтамыз да, онлайн сата бер деп қоямыз. Но бірақ офлайн сауда болмаса да, арасында адамдар барып көретіндер бар ғой, ол выгодно ма ашу, не выгодно ма? Именно офлайн сауданы. Офлайнда болу керек, онлайнда болу керек деп ойлаймын. Бір салада неше түрлі канал продаж болу керек. Вот как меняется бизнес, дәл солай сізден білім алып, направление болу керек. Мысалы, офлайнда жүріп, сіз өмір бақи офлайнда қалып қалмай, дополнительный канал продаж, қазір көптеген маркетплейстер бар ғой. Қазір нано бизнес дамыған, нано бизнес деген IT мамандығы ғой. Wildberries, жаңа Каспи магазин, даже былай қарап отырсаңыз, OneFit деген программа бар ғой. Ол да бір не жоқ, фитнес залы жоқ ол кісіде. Ол IT компания. Он продает услуги других и зарабатывает на этом. Вот қазіргі негізі трендте алдымызда келетқан это IT, жаңа бизнес қой. Жаңағындай қарап отырсаңыз, қазір Magnum, Арбуз бәрі онлайн.
даже тамақты да онлайн аламыз арбуздың да ғой. супермаркеті жоқ қой, кстати. Супермаркеті жоқ. Бірақ мен активный пользователімін. Потому что Жатамын да это заказ бере удобно. беремін. Қазір андай ғой, бізде уақытымыз өте аз. Қазір байқайсыз ба, уақыт өте қатты өтеді. И үнемдеу үшін біздер бәрін заказ бере саламыз. Баяғыдай магазинде жүру, тамақ алу нас не вдохновляет, потому что мы считаем, что это пустая трата денег. Поэтому я считаю, даже үйдің астында сізде магазин болсаңыз да, сізге онлайн жасау керек. Каждый подъездге листок жабыстырыңыз, лифтке жабыстырыңыз, что у нас вот в вашем доме есть такой замечательный продуктовый магазин. Үйден отырып заказ берші маған деп. Продавец наймите еще одного продавца, который продает свой жұмыс жасап жатады да, заказ келген кезде үйіне апарып береді. Кейде сондай услугаға мен мұқтажбын. Потому что балаңмен үйде отырасың, шыға алмай қаласың ғой, ұйықтап жатқан кезде. И саған вдруг он керек болып қалды да, он магнумнан бергенше бір штугін келемейді. Астындағы магазинге мысалы сондай услуга болса күшті болады не ол магазин не деген күшті идея. 11-ге дейін жұмыс жасайды, мысалы 11-ге дейін жаса. Иә. Болады, кешке қонақ келіп қалады. Иә. Срочный сары картошка, мысалы үйде жатсың, шыққың келмейді. Да. И вообще очень классная идея, я считаю. Мен өзім қолданар едім. Сондай канал продажа ашу керек, и жаңа айтқандай развиваться ету керек, оқу керек. Мен де сөйтіп сіздің біліміңізді алғанмын. Кстати, сол менің біліміме қалай келдіңіз? Мен енді жаңа айттым ғой, найымда жасадым неше жыл. Сол Ақтау қаласында, и мне этот ощущение болды, что я переросла этот город. Ол мақтанғаным емес, но уже бір күнде зона комфорта деген сияқты. И мен шыққым келді. Маған Алматы, Астана қаласы ұнады. Сол жаққа қарай. И сол кезде мен ойладым, егер мен қазір Астанаға немесе Алматыға көшсем, чем я там буду заниматься? Обратно идти там найымға таңертең кешке дейін не хочу, да, потому что маған больше нравится свобода. Маған ұнамайды жаңағыдай байлап қойған, мен таңертең 8-ден 9-ға дейін, 6-ға дейін деген. Сосын мен қайда кетсем болады. И қазір уже Инстаграмнан қарап отырасыз ғой, бұл тенденция онлайнға жаңа айтқандай вроде продажа Китаймен, өзімше даже карго ашып қарағам ана жылы, әлі бар ондай маленький каргом, но более сіздің историяларыңызды, жаңа прогревтеріңізді, рилстеріңізді көріп действительно вдохновлять етті. Басқа жаққа направление кеткім келді. Сіздің курсыңызды туған күніме жолдасым сыйлаған болатын. Именно VIP пакет 1 миллионға алғанбыз. Негізі ол маған айтты, iPhone алып беремін дейді 15. Мен айттым, нет, я хочу знаний. Менде ондай болып тұрады момент. Жолдасым әлі таңғалады, бірінші рет көріп тұрмын ондай адам оқимын дейтін деп. Бірінші рет көріп тұрмын деп, кітап оқимын дейтін адамды деп. Сонымен мен оқимын деп таңдадым. Сол жерде Жексен Васильевичтің база деген оқу бар, басталды. Қазір осы именно бизнесмендерге с нуля емес, ол основном 3 жыл жасаған бизнестерді алады ғой. Сондайларға соны оқиын ба деп ойладым да, нет, зачем я туда же обратно лезу, давай я что-то новое деп сіздікін сатып алдым. Солай оқып бастаған кезде дұрыс басында оқи алмадым, больницаға түсіп қалдым денсаулығыма байланысты. Солай жүрген кезде денсаулығыма байланысты Алматы қаласына келдім. Осы жерде емделіп жүргенде телеграм-каналға келеді, офлайн сабақ деп. И так получилось так, что мен именно сол моментте ұрып қалам, именно сол моментте Алматыда болам да. Аллах тағала өз жасап қойды ма планды білмеймін. Енді келдім сіздің бірінші сабағыңызға, Еркебұлан деген эксперт выступать етті. Сол жерде маған понимание, инсайт келді ғой. Басқа направление іздеп не істейсің? Если ты профессионал в своем деле, развивай свое в этом направлении деп. Сол сабақ болды ғой бізде. Иә, соны көрген кезде менде ішімнен что-то вот так, былай естисің да, именно болады ғой, кәдімгідей прям вот так іште что-то, да, йотын кетті. И сол кезде солай понимание келді, солай мен үйге барып, мен кеш қалып бардым, өзім таныстыра алмадым. Сосын незамеченно кетіп қалдым, үйге барып целый сон ойладым. Кеткім келмейді, нет, я в этой сфере останусь, но хочу уйти наймынан деп та. Ертесі күні екінші сабағыңызға барғанда ішімнен отырдым, таныстырайын ба, тұрып айтайын ба, кім айтайын ба деп отырған кезде сіз сұрадыңыз ғой, кім тағы не айтады, кто чем занимается дегенде қолым көтеріп сөйледім ғой. Вот сол кезде айттым, кем я работаю, что я хочу уйти. Бәріміз шоқ қылдыңыз ғой сол жерде, бәрін басын жардыңыз ғой. Ол кезде енді кішкене қобалжып дұрыс сөйлей алмай енді. Соның өзінде. Сол кезде я не ожидала, конечно, такой реакции. Ойладым ғой, мен білем ғой, бәрі де біледі деп ойлайсың ғой. Білмейтіндер көп екен, мен сияқтылар көп сияқты. Мен одан қашпаймын, потому что менде білім жоқ қой бизнестен. Мен интуитивно бизнес жасап жүрген адам. Но бұндайлар көп. Но енді гиганттар шығар, енді тек қана біліммен. Сіздер енді Алтын фуд енді мынандай компания ғой, оны білуіңіз енді элементарно. Сізге элементарно болып көрінуі мүмкін. Просто так айтып отырмын, жаңағы Жексен Васильевичтің сабағы маған өтпеді, потому что мен ол кісінің орысшасын түсінген жоқпын біріншіден. Ол кісі андай сөйлейді ғой. И еще мен ондай бизнеске әлі қатты дайын емес екен. Кейін маған келді ғой осознание. Енді дайынмын деген. Но бірақ оқу это вообще
керек именно бизнесте жүріп. Обязательно керек. Самое первое вообще оқу дегенге курстар андай именно андай бизнестің қиын курстарын алатын адамдарға да самое первое мышлениені өзгертетін бизнес алу керек. Даже сіздің сабақтарыңызда ең біріншісі мышление жайлы айтасыз ғой. Мен всегда айтамын, потому что адамдар түсінбейді. Мен өзімнен өткем ғой оны. Мен каждый этап мышления ғой. Мышлениең өскен сайын табысың артады ол. Это факт. Шынымен факт, мышлениең өскен сайын сен уже ешқандай граница жоқ қой саған. Мысалы мен қазір ақша таусылып қалады ау, табыс таппай қаламын, банкрот болып қалам ау деген даже ойламаймын да. Даже ойлаған күннің өзінде не болып шығамыз ғой деген сияқты ойда уже. Бір адамдар болуы мүмкін, который бизнес ашам деп жүруі мүмкін, уже ашпай жатып оймен банкрот болып даже оған жоламауы да мүмкін да шы. Оның бәрі мышлениядан ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Сол бизнес оқу бастарының алдында мышление прокачать етіп алу керек. Иә. Содан кейін уже ары қарай дайын болу керек. Оны оқып кейбіреулеріне кірмеу мүмкін, пока они на своей собственной голове не ощутят эти эмоции, да. Поэтому я думаю, в первую очередь мышление өзгеру керек өзі. Сосын сол сіздің сабағыңызда маған андай не келді. Мен өмірімді өзгерткім келеді ғой, найымнан шыққым келеді, хочу там роста, хочу свободы деген сияқты. Но я все делаю по-прежнему. Хочу поменять жизнь, но сама не меняюсь. Но не меняйтесь, да. И сол кезде сіз практикумның ертесі күні маған соқтыңыз ғой. Солай деп маған магазинге не керек деген. Сол кезде мен сразу неттім ғой. Вот это знак деп та. Хочу поменять жизнь. Шынымен ғой, мысалы Айман ханым маған ақша төлеген жоқ. Мен сабағыма оқуға келді, но бірақ өзінің жаңа знаниясымен мен паразит етті да. И мен өзім ошибкаларымды көрдім. Мен кәсіпкермін деп қоямын өзімді. Но бірақ менде ошибка көп. Даже мен білдей сонша қалада, 17 қалада біздің склад бар. Оны даже мен доходы бар ма, жоқ па, именно қандай расход болып жатыр, ол жағын білмеймін да. Менде кәсіп бар деп қоямын. Оның бәрін точно жүйелеу керек, чтобы мен ары қарай өсуім үшін, дұрыс па? Мен үлкен болып өскім келеді. Сондықтан мен Айман ханымға сразу жабыстым. Айман, маған көмек беріңіз деп. Потому что мен оның басым жетпейді өзімнің. Әйтеуір маманына тапсыру керек. Сөйтіп Айман ханымды жұмыстан шығарып алып Алматыға алып келдік. Соған келейік та енді. Сонымен бір айдың ішінде үйіңізді саттыңыз. Сонша 580 адамыңыз тастап, қалай қорқыныш болған жоқ па? Қалай келдіңіз? Ең бірінші қалай айттыңыз? Сізден звонок түскен кезде 3 күн валериан іштім ғой. Аяғым дірілдеп. Это был не страх, это было не радость, это было что-то другое. И сол кезде мен түсіндім, что это и есть зона комфорта. Это было чужая эмоция. Менде кішкентайымда жаңағындай мен андай болдым да. Андай усложнять етпеймін, легко қабылдаймын да жаңағындай. Хочу в банке работать, пойду поработать. Ничего такого, не получится. Мен бір жерге кесе алмайды ғой деген сияқты. 18 жасында хочу машину, поработай, 2 жұмыс жасап машина алдым мысалы. Көбі машина алғысы келеді, ой, Матиз қалай айдаймын, кішкентай құрсыншы, мен лучше Мерс айдаймын деп алмай жүре береді, әлі күнге дейін бар правасы жоқ адамда. А мен алдымда Матиз сатып алдым, енді ақшам жетті, я научилась, 1 жыл айдап үйрендім. Зато менде қазір почти 15 жыл, почти 12 жыл ма стажым бар, 14 жыл стажым бар машина айдайтын, мысалы 14 жыл тоқтамай айдап келе жатырмын. И хочу попробую, не получится деген сияқты. Сіз звоногыңыздан кейін мен түсіндім, что мен жестко зона комфорта кіріп кеткенмін. Стабильный айлығым бар, жаңағыдай қалам бар, сол қаланы уже білем, бәрі таныс, үйім бар, машинам бар, жаңағыдай бәрі қасымда. И сіз звондаған кезде действительно это был знак. Хочу поменять жизнь, надо менять что-то деген сияқты. И солай согласилась, сразу жолдасым айттым, ол поддержал. Сол күні сразу ата енеміздің, енді біздер адайдың келінімін ғой, енді ол жақта білесіз традициялар басқашалау. Сол жаққа айтқан кезде олардан қолдау мощный болды. Әлі күнге дейін атам звондап тұрады маған. Рилстарын қарадым, былай сөйле деп үйретіп тұрады, поддержкасы мощный мен ата енемнің. Солай шешім қабылдап, ертесі күні заявление на увольнение жаздым. Енді бастығым өте андай шок болып қалды. Кәдімгі жібергісі келмеген шығар сізде. И мен 1 ай тапсырдым. Орныма өзі отырды, и баласы екеуі. То есть басқа адам алған жоқ, пока өзі через себя пропустил деді. Ол да бір жағынан дұрыс. Мен біреуді басқару үшін мен оның жұмысын білу керекпін ғой. Біреуге задание беру үшін мен оны білу керекпін да. То есть ананы жасай сал деп айта алмаймын ғой, если я сама не знаю. Сонымен полный от и до бәрін тапсырып, почти 600-ден асады ғой. Басқа отдел департаменттерді қосқанда солардың бәрімен қоштасып, бірақ іште бір қорқыныш, онда ештеңе болған жоқ. Почему-то была уверенность, что у меня все получится, и мен андай мәз болып келдім да бұл қалаға. Еще күшті ощущение ғой басқа қалаға көшу деген. Прям кайфпен жүрмін ғой, әлі күнге сол ғой.
мәз болып жұмыс я в Алмате деп Да. мен әлі күнге дейін шүкіршілік етемін, потому что менде қанша жерде жұмыс жасағанмын ғой кейде Алматыда, но бірақ Әл-Фарабидің бойында мысалы өзім көлігіммен өтіп бара жатсам шүкіршілігім таусылмайды. мен кеше сөйтіп едім, кеше Талғар жақта болдым да, сол жақтан Әл-Фарабимен үйге баратқан кезде, блин, неужели я в Алмате Я на своей машине, да, прекрасно и понимаю, да. и тауға қараған сайын, блин, как это красиво, как я раньше жила без этого, деп нетем, и хочу, чтобы у меня балдарында было прям другое детство, прям отличное, чтобы они видели другой уровень. Мен айтпаймын, что мен жаман там кедей отбасынан шықтым деп, жоқ, әке шешем шүкір, жоқты көрсеткен жоқ. Анам кішкентайында саудада, базарда, и мен соның қасында кішкентайынан базардамын. Каникулдарымда мен тек базарда сататын едім, өзіме ұнайтын еді. Класстастарым тамақ алып жүріп, картошка алып жүріп, менен күлетін еді үстімнен, да. Бірақ мен оған қиналып, ұялмайтын едім. Жоқ, мне нравилось, потому что я зарабатывала, продавала. И хотела, чтобы у моих детей было другое мышление. Чтобы они қазірде бастап, хочу учиться в Америку, ну ладно, это норма деген сияқты, да. А біз кішкентайымызда Алматыда оқу для нас, әке-шешемізге айтпайтын едік, оқығым келеді деп ойлайтын едік, ақша жоқ қой деп. Хотя айтсақ оқытатын еді ғой. Сол кезде біздің мышлениеміз дұрыс емес деген сөз ғой. Сол үйдің қасына колледжге түсе салғанбыз ғой бюджетке, потому что мышление не то. И хочу, чтобы у моих детей было другое мышление, чтобы они знали, что оказывается можно, оказывается есть возможности дегендей. Сол ниетім, көшкен ниетім сол. Сіздің арқаңызда. Өте керемет сәттілік. Айман каждый мен кәсіпкермін деп жүрген адамға мен ойлап тұрмын да, мына біздің подкастымыздың тақырыбын даже сен өзіңді кәсіпкермін деп жүрсің бе деп қою керек, потому что көп адам өзін кәсіпкермін дейтін мен сияқты өзінің жаңағы оборотын білмейтін қаншама адам бар. Сондай адамдарға сіздің көмегіңіз мұқтаж, негізі мұқтаж деп ойлаймын, потому что біз бірдеңе ашамыз, ақшаны вложить етеді біреу, мысалы 10 миллион теңгесін бірдеңеге салады ғой, енді ол бүйтіп айналып жүре беруі мүмкін да, мысалы минусқа кетуі мүмкін. Соның барлығын сіздер енді жүйелеп, мына жерде сен минусың деп көзін ашып берсеңіз, ол мысалы көз шайдай ашылатын еді. Сондықтан Айман ханым осы жаққа келді, инстаграмын өзінің қолына алып жатыр. Егер консультация аламын десеңіздер, именно кәсіпкермін деп жүрген адамдар консультация беруге ашық, себебі полный жұмысын тастап осы жаққа именно сондай кәсіпкерлерге көмек беруімен келіп отыр ғой. Енді консультация, одан кейін жаңа бизнесін толықтай жүйелеп, қандай услугаларыңыз ұсынып жатсыз жалпы негіз қазір? Потому что мен сіздің услугаңыз үшін ақшамды аямайтын едім, себебі менің ол көзімді ашатын еді. Қазір менде ең бірінші консультация разбор, это мини-разбор бизнеса, чем они занимаются, цифрларын бәрін басқару, содан кейін услуга под ключ бар. Полный процесстерді автоматтандыру, товардың кіргенмен шыққанына дейін, полный перестановка. Ең бірінші біз ол бизнеске программа таңдап береміз. Именно сол бизнеске сай программа таңдап, и таңдаған программаны сол бизнеске ыңғайлы қылып жасап береміз. То есть тупо алып жаңағыдай шикі етті әкеліп қоймаймыз, пісіріп, удобный қылып, чтобы человеческий факторлар азаятын программа таңдап береміз. Екіншіден оның іштегі барлық товарды оцифровка жасау, категориямен бөліп, есептеп, базаға енгізіп, штрих-кодтарын салып, бағаларын қойып, жаңағындай бір салада сіз айтқанда 6 баға болуы мүмкін, это 6 түрлі прайс жасап ішіне. Содан кейін выставленность, полный товарды қоямыз планограмма бойынша, әр товарды құрдан құр барып полке қоя салу жоқ. Это анализ, это планограмма, доли, жаңағыдай товарное соседство, импульсные продажи. Каждый квадрат метр рентабельный болу керек та, магазиннің каждый квадрат метрі бізге доход алып келу керек. Сол есеппен қоямыз. Содан кейін обучение сотрудников өтеді жаңағы процесстерге. Сосын компьютерде жасайтын процессті бәріміз видеоинструкция ретінде салып, компьютерге саламыз, өмірі бақи тұрады. Даже новый сотрудник келген кезде сол видеомен алып үйрете береді да. Қайта ұмытып қалдым, мынау қалай еді деп жүрмейді да. Каждый неге процессті біз инструкция қылып береміз. Содан кейін обучениеден бөлек бізде еще штатное расписание кіреді. Магазинде қанша сотрудник болу керек, қалай жұмыс жасау керек, график қандай болу керек, мынаны должностной инструкция кіреді. Мына адамда қандай жұмыс жасау керек, нешеде келіп не жасау керек, должностной инструкция. Материально ответственный договор, что ол адам материально ответственный, порча жасаса жаңағындай, даже компьютер или мышканы сындырып алса, ол адам төлеу керек. Төлемейді дей ма, вот твой договор, вот твоя подпись, пожалуйста, деп та. Бұл сізге де страховка. Сол кіреді полностью услугамызға біздің. Сіз алдында айтпақшы осы жерде айтып кете салайықшы, каргоның системасын қойып беріп едіңіз ғой, сол опытыңыз туралы айтып беріңізші. Қалай қойдыңыз оны? Именно карголарға стоит бе екен ондай қою?
потому что қазір карголардың бәрі жабылып жатыр, мен байқап отырмын. Олар себебі есепті білмегендіктен мүмкін өзімен өзі баға түсіп жатыр. Жаңа неміз бар ғой, логистиканың минус уходит көбісі. Көбі есептемегеннен ғой, олар Китайдан алған бағамен мына жақта сататын бағаның разницасы мен пайдам дейді да, соны алып мәз болып жүреді. Негізі на самом деле оның скрытый расходтары көп қой. Это СВХ-дан складқа алып келу. Каждый раз нені газель нанимать етеді, каждый раз оған 10-15 мың береді, күнде ежемесячно, ол деген үлкен сумма да. Мысалы жарты күнге жұмысқа адамды алсаң, водительді, оған 200 мың айлық аласың. Мысалы өз машинасымен келетіндер бар ғой, 2 сағат жұмыс жасаймын күніне десең, айына 200 мыңға с удовольствием келеді. Чем сіз будете нанимать его, да? Сондай адаммен договорға отырдық, ол адам айына 200 мың алды, сөйтіп товарларды алып келеді. Ол товарларды алып келеді, складқа келіп распределять етеді, региондарға жібереді ғой, ары қарай. Филиалдар бар ғой, басқа қалаларға, соны жібереді. Одан бөлек ол бұрында алып келіп іштен бөлінетін еді, оны уже Китай бөліп жіберетіндей қылдық. Ақтау, Атырау қалаларға. Сондай идея ұсынды, соны жасады, можно деп айтты, Китай и начали это делать. Одан бөлек скотчный расходын азайттық. Бізде скотч невыносимо көп кететін болды. Санға, когда мен жаңағындай санға есептеп шығарып бергенде, сумманы көргенде олар шошыды. Это 1 жыл бұрын болады, мен уже сумманы ұмытып қалдым. Үлкен сумма болатын. Сол кезде біз бір коробканы орауға норматив қойдық. Примерно қанша скотч, бір күнге неше скотч кетеді сіздерге мына объеммен. Күнде почти одинаковый объем болды ол каргода. Солай скотчтың нормасын шығарып бергенбіз, солай расходы азайды. Когда скотчты бір жерге жинап, тек қана бір адам ответственный, күнде норма үшеуіме 3 рулон скотч береді, болды. Все. Осын жеткізбедің, покупай сам, значит, ты не сэкономил. Либо доказывай, почему у тебя не хватило. Действительно, бары өзі сатып алмайды ғой. Если жетпеді ма, келіп айтатын, менде мынандай болды, мына бөл деп айттым, на клиент, и прям доказывай. И ол уже келесте не хочет этого. Поэтому, чтобы получить еще один скотч, круги ада өтеді да жаңағыдай алу үшін. Мен білемін. Сол үшін өтеді. Именно каргосы барлар өте көп расход жұмсаймыз, оны жасамау керек оны, потому что бізде өте үлкен расход, үшін коробкадан аламыз ғой біз. Сосын товар келген кезде Китайдан мысалы сізге 100 килограмм деп жібереді да, сіз оны приходқа қойғанда сіз ашып есептейсіз ғой, чистый вес одан аз болады. Коробкасы бар ғой. Сосын сіз оны сатасыз. Сол кезде алмайтын товарлар бар. 1 айлап, 2 айлап жылдап жататын. Оларды или же іште жіберіп жатқан товарлар мимо кассы сату мүмкін. Мысалы кассаға түсірмейді, өздерінің кәсіби ұрлықта, жаңағы воровство. Соны қалай білу үшін сізге келген товарды, каждый товарды келген каргоның килограмм приходқа қою керек, өзінің номерімен, трек кодымен. И выдавать еткен кезде сол программамен өткізу керек қой. И айына бір рет каргоға ревизия жасаған кезде сізде остаткада қандай трек кодына дейін тұрады базада. Солай сіз ревизия жасау керексіз ғой, сізде складта. И бір жетпей ма 10 килограмм товар, кто ответственный, жаңа договор бәрін қойдық қой, материальный, сол төлейді. Мәссаған. Одан кейін ондай қойды. Өте керемет, Айман. Жалпы енді біз уже подкастымыздың соңына келе жатырмыз, но бірақ сізден бір бизнес бастаймын, немесе бизнесі бар адамға, кәсіпкерге деген тегін бір ақыл кеңесіңіз болса. Ең бірінші бизнесі бар, действующий бизнесі бар адамдарға мен андай сұрақ қояр едім. Кто твой клиент деген. Көп адамдар өзінің клиенті кім екенін білмейді. Мысалы, сенде айына 50 миллион оборот болуы мүмкін, бірақ товарный запас 180 или 100 миллионға болуы мүмкін. Это замораживание твоих же денег. Сол кезде сіздің покупатель кім екенін білу үшін, мысалы ретінде бір посуда сататын дүкенді айтайын. Ол дүкен айына 60 миллион сауда, ол дүкен айына 20 миллион сауда жасаған, бірақ товарный запасы 60 миллион. Полный АБЦ деген анализ бар, соны жасаған кезде кто твой клиент дегенде А деген это өте өтімді товарлар, ода именно ақ посуда, то есть хорикаға арналған посуда. Хорика деген сол ресторан, столовый, кафе, соған арналған ыдыстар болып шықты. Сол кезде ол дүкеннің покупательдері кәдімгі қарапайым халық емес, а именно бизнес өкілдері ресторан болып шықты. А ода жаңағы айтқанда 80 миллионға товар, это коверлар, там үйге керек заттар. Ол просто өтпей тұр. А БЦ, С категориясында тұр, вообще сатылымы жоқ товарлар. Ол просто ол кісінің ақшасын ұстап отыр, шаң басып. Қаншама ақшасы заморожен. Ол уже жаңағы жерде себестоимостьпен сатып, акциямен ол товарларды сатумен именно хорика направлениясын дамытады ресторанныйға. Ол жерге уже ассортиментін үлкейтеді, именно магазинді полный переформатировать етеді, ақ ыдыстар алып келеді. Сосын уже штатқа
именно жаңағындай руководитель отдел продажын өзгертеді ғой, именно торговый сияқты адам алады, ресторандарға шығады, маркетингін өзгертеді, полный өзгерткеннен кейін до такой степени ол компания бүкіл Қазақстанна франшиза ашты. Сосын карантинде онлайн магазин ашып, әлі күнге дейін жақсы табыс әкеліп жатыр именно хорика саласында. Сондай сол анализ арқасында сіз именно өзіңіздің клиентіңіз кім екенін білсеңіз, ол сізге үлкен қатты инструмент. АБЦ анализ жасау үшін сіздің бизнесіңіз полный оцифровка жасалу керек. Ол үшін сіздің бизнесіңіз кем дегенде хотя бы 3-4 ай прям продажасы толықтай өту керек кассадан. Сол АБЦ анализбен біз көреміз сіздің покупательдеріңіз кім екенін. И сол товарларға акцент қоямыз. Ол сіздің товарыңыз самый ходовой деген сөз. Ол товардың бітіп қалмау керек, аутосток болмау керек деген сөз. Ол товар сізде всегда в наличии болу керек. Көп клиент саудасы түсетіні аутосток қой, товарды уақытылы заказ бермейді. Мысалы, 3 түрлі шоколад болады, с орехом, арахис, мысалы, семечки, 3 түрлі дәмімен, қайтадан бастайыншы. Мысалы, 3 түрлі конфет болады, 3 түрлі дәмімен, 1 түрлі жақсы өтеді, 2 түрлі онша емес өтеді. Сіз ойлайсыз, жақсы өтіп жатыр ғой, сол конфет деп ала берсе, анализ жоқ. Ана 2 түрі сізде тұра береді, замороженный болып, именно ана түрі сізде топ. И бітіп қалады, сіз оны дұрыс заказ бермейсіз, солай сіз сауданыздан айырыласыз. Оцифровка сол үшін керек, анализ обязательно керек. Күнде сауданы анализировать етіп отырғанмен сіз дейтін сауданызды почти x10-ге өсіре аласыз. Өте керемет айттыңыз. Өте керемет ақпараттар айтылды деген ойдамын. Мен өзімнің даже миым жарылып жатыр. Даже мына жақта көріп отырған бірдеңе ашамын, или бір кәсібі бар, қай жерден ошибка жасап жатыр, неге минусқа кіріп жүрмін, неге мен доходқа шықпай жатырмын деген адамдар бүкіл адам өзінің жаңағыдай жауабын табады деп ойлаймын. Негізі Айманның инстаграмына кіріп кетсеңіздер болады, консультациясын алсаңыздар болады. Именно Айман былай ұсынып отырмын да, енді сіз мен былай өтінейін деп отырмын сізден. Осы подкастты көріп, сіздің дайректіңізге жазып, мен подкасттамын, маған жаңағыдай бизнесіме разбор жасап берші деген адамдарға именно сіз өзіңіз 50% скидка деген сияқты ұсына аласыз ба? Өзіңіздің консультацияңыз қанша тұрады негізі? Именно бизнес разборға. Консультация 150 мың тұрады, бизнес разбор, конечно, жасай аламын, скидка. Қанша процент жасай аласыз? Именно осы подкасттан көріп, менің бизнесім бар деп сізге дайректке жазады, инстаграмыңызға мысалы. Сонда бір скидка жасай аласыз ба? Именно осы подкасттан келген кәсіпкерлерге минус 50 мың теңге скидка жасай аламын. То есть 150 мың тұратын услугамды 100 мың теңгеге жасап бере аламын сіздің оқырмандарыңызға. Ол үшін сіздер Айманның инстаграмын белгілеп қойыңыз осы жерде. Айманның инстаграмына кіріп, дайректіне жазу керексіз, мен подкасттан келдім, мен бизнесіме разбор жасап берші деп. Одан кейін именно осы подкастты соңына дейін көріп, коммент жазып, активный болып отырған оқырманға бір именно кәсіпкерлерге бір қандай беретін бонусыңыз бар, бір чек-лист, мысалы, ұрлық қылмау үшін чек-лист деген сияқты бір сондай бір беретін подаркыңыз бар ма біздің оқырмандарға? Мен полный сіздерге бере аламын. Чек-лист, қалай магазинді от-до тексеру керек, қандай ол стандартқа сай болу керек. Ол чек-листтің ішінде даже санитарный норма жазылған ғой. Қалай сан норма бойынша, заң бойынша Қазақстан Республиканың қалай болу керек екенін, сол критериялар жазылған ғой, қалай тексеру керек, қалай болу керек, соны бере аламын сыйлыққа. Өте керемет. Ол үшін жаңа айтып отқандай комментарийлардың арасынан коммент жазып, күшті болып, активный болып отырғандарға және де өзінің Айманның инстаграмына кіріп, дайректіне жазған адамдарға сондай чек-лист беретін болады. Бүгінгі подкастымыз біздің өте керемет өттік, өте керемет пайдалы болды деген ниеттен. Айман, сізге өте көп рахмет. Сіздің басыңыз, шынымен мен өзім мойындаймын, потому что мен оны мойындаған дұрыс та, себебі менің білімім оған жетпеуі мүмкін. Мен өзімнің саламда, мысалы онлайн сала, инстаграмда мен аспын, ол жақта сатуда аспын, бірақ жаңағыдай арасында қаншама нюанстар бар ғой, біз білмейтін. Сіз сондай адамдарға өте керексіз. Себебі өте көп бұндай ошибка жасайтын өзім сияқты адамдар өте көп. Ондай кісілер сіздің клиенттеріңіз бола берсін, бұйырса олардың қайта көз ашылып, қайта доходқа келе берсін, қайта солар минусқа емес, плюсқа шықсын бұйырса. Рахмет көп сіздің бүгін подкастқа келіп 2 сағат уақытыңызды арнағаныңызға, пайдалы болды деген ниеттеміз. Оқырмандармен бір қоштасып жіберсеңіз. Баршаңызға рахмет. Соңына дейін қарағаныңызға, бүгінгі уақыттарыңызды бізге бөлгеніңізге. Біздің ақпараттар сізге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Мен инстаграмыма кіріп, сұрақтарыңыз болса қойсаңыз болады. Осы подкасттан деп келсеңіз, көмекке келуге дайынмын. Сізге рахмет шақырғаныңызға. Рахмет көп сізге де.
ал келесі подкастта кездескенше сіздермен қоштасамыз.